сосын ертең қызымның класстастары мынау сен батяң ғой деп көрсетіп тұрса, мен біртүрлі маған оның психикасы үшін ұяламын, себебі буллить ету мүмкін солай. Мысалы үшін мен баламмен видео салдым, менің қызымда бір апта болмай судорога болды. Бұрын мешіт деген мен үшін ол пятница күні таңертең барып ана кабинетке кіріп басыңа не киіп алып, андай пакет киіп алып деген сияқты. Вот Расул өзі айтады, мысалы, я стою, акс намаз читает. Для меня это было сен білесің, сен бір миллионный просмотр жасау керек болса, мына жерде, скорее всего, юморист отырушы еді. Қазір трушность маңызды ма? Семей көрмеген той, ресторанның ішіне Геленваген лимузин кіреді. Сондай құндылықтар болды, брат. Қазір мен ұстаз болып жүрмін, мұғалім болып жүрмін. Ақсұлтан ұстаз. Мысалы, сенің қазір тыңдап отырып, мынандай ойлап қалмақпын. Блин, баю үшін обязательно кәсіпкер болу керек па дейді. Жоқ, бізде маркетингті контент деп біледі. Вот, соны түсіндім мен. ұбт жақындап қалғанына қарамастан, уақытын босқа өткізіп жүрген түлектер саны артуда. Олар күнтізбенің әр бетіндегі шексіз мүмкіндіктерге мән бермеуде. Ал сен ұбт-ға дайынсың ба? Солай, сәлем достар, мен Нәрікби және Нәрікби Лайф подкасты. Біз әдеттегідей подкастымызды бастамыз бұрын сіздерге бір жақсы бір сөз айтқымыз келіп отыр, ол мынау. Подкастқа жазылыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Елден астам пайызы мына жерде көрсетілген. Жазылмайды екен. Сондықтан жазылып қарайық. Және бүгін бізде қалай таныстырсам екен? Блогер десем блогер емес. Кәсіпкер десем енді бастап келе жатқан кәсіпкер ма, толық кәсіпкер, қазір оның бәрін білеміз. Қысқасы бүгін бізде Ақсұлтан Қалиев. Қош келдің. Қош көрдік. Қызық сұрақ негізінде. Өзіме де қызық сұрақ өте. Бұл негізі андай адам өміріндегі қиын сұрақтардың бірі ғой негізінде. Былай қарап келген кезде, кімсің өзі деген кезде жауап берудің өзінде. Болмыс күйінде айтатын болсам, Аллахтың құлынан бастап адаммын, қазақпын, әкемін, күйеуімін, біреудің бауырымын, былай жатқан кезде, сондай біреудің ағасымын. Кәсіби профессионалдық жағынан айтатын болсақ, 2015 жылдан бастап, биыл 25 жыл болса, 10 жыл бойы әлеуметтік желі, медиа, маркетинг осы салада қызығушылығымды жалғастырып келе жатырмын деп айтайын да. Енді шыны керек, біз тіпті дайындалған кезде осылай өзіміз командамыз арамызда отырамыз, айтамыз, так, мен кімді шақырғым келіп отыр, менде өзім бэкэт-листтарым бар, әртүрлі кімді шақырғым, сол кезде айтамын, так, менде Ақсұлтан бар деймін. Бұрыннан бері тұр. Бізде бізбен бірге жұмыс істейтін бір жігіт тұр. Ақсұлтан, қай Ақсұлтан дейді. Қанша Ақсұлтан білсінсің деді. Ақсұлтан Хаха-шоу ма деді. Хаха-шоу шығар деді. Бірақ қызын айтады, мен Хаха-шоу, мен почти көрмеген адам сияқтымын, бірақ почему-то менде де қалып қалған. Ақсұлтан Хаха-шоу деген қалып қалған вот эта картинка бар ғой, почему-то. Вот это ютубта ғана проект бар ғой сендердің. Қай жылы жасалдыңдар? Сол біз бірінші курс студент кезімізден бастап, жалпы мен Қазақстандағы бірінші қазақ тіліндегі контент-мейкермін, интертеймент форматын айтатын болсақ, интертеймент деген развлекательный дейді ғой. Соның ішінде әзілі бар, басқасы бар. Біз универге түсе салысымен бірінші курстан бастап сол жаңағы видео түсірумен Vine дейді ғой. Қазір Reels дейді. Сондай қысқа видеолар түсірдік. Бұл қызығушылық қайдан? Мектеп кезінен креативный жаңағындай сондай бір қызығушылықтарым болғаннан кейін осы бір 5 жыл көлемінде, енді қазір айтатын болсақ, маркетолог ретінде айтатын болсам, мен мысалы қазір былай айтамын, FMCG нарығында, білмеймін, Coca-Cola, Sprite, Alpengolдтан бастап барлығын жарнамасына қатысқан тәжірибем бар. Қазақстан ұлттық арнасында там продюсер ретінде 21 жасымда болдым да. Егер де андай деңгейлесе қараған кезде позиция жағынан, мысалы түнгі студия бар, олар бір продакшн, Ләйлә Сұлтанқызы әйел бақыты бір продакшн, Хаха-шоу біздің де бір бағдарлама болды деген сияқты заттар. Прикол ұстай, мен мысығым Вискастың амбассадоры болды, қызым Хаггистің
амбассадор болды деп, бірақ айналып келген кезде қарасам маркетинг саласында жүр екенмін. Былай позиционирование деп айта алмаймын, бірақ енді білмеймін. Біреу үшін там Илон Маск ол SpaceX, біреу үшін Tesla, біреу үшін ол PayPal деген сияқты ғой. Біреу үшін одан да бұрынғы проекттері деген сияқты. Илон Масктың деп тұрған жоқпын. Бірақ адам болғаннан кейін бір эволюция болады екен. Адам болғаннан кейін мен үшін жалпы бұл бір мектеп кезінде сахнада жүрген Ақсұлтанның қызығушылығы әлі бір жалғасып келе жатқаны маңыздырақ. Себебі біз бірінші мен мектепте ән айтып жүрдім, қызығушылығым болды. Кейін айтыскер ақын болдым. Кейін біз әншілер, айтыскер ақындар жиналып жайдарман тобы болдық. Одан кейін сол бэкграундпен мен блогер болдым. Кейін ол маған продакшн ашуға көмектесті. Кейін продакшн жасау, маркетингқа. Қазір енді кәсіпте андай должностной инструкция жаза алатын, регламент құра алатын, былайша айтқанда финансовый планирование өткізе алатын сондай адам болып жүрмін. Жалпы солай. Өйткені маған неге қызық, себебі кейде тіпті жазасың ғой таныстырған кезде. Так, мысалы, мен айту мүмкін Әлікбей программист деп жазу мүмкін, там Ермұрат, там режиссер деп айту мүмкін, мысалы. Сұлтан деген кезде прочерк қандай жазасың сен, мысалы? Контент-мейкер дейсің бе, әлде маркетолог дейсің бе? Менің Инстаграм парақшамда ағай, мен сізді бір жерде көрген сияқтымын деген фраза тұр. Жиі еститін адам деген. Себебі біз Алтелдің шексіз интернет, безлимитный интернеті пайда болған кездің контент-мейкерларымыз ғой. Біздің видеолар түсіре бастаған кезде балалар таудың басына шығып көретін региондарда ше. Сол үшін біз біраз уақыт бойы неде жүрдік. Өте көп эфирный время дейді ғой. Қазір мысалы конкуренция көп болса, біз қазақ тілінде тем более 3,5 жыл көлемінде ешқандай, былайша айтқан кезде монополист болдық рыноктың. Бірақ сол қызығушылықтар мен юмор деген. Біраз уақыттан кейін ол қызығушылық ауысып кетті. Сол болды. Сенің енді өмірің туралы былай қарап көрсем, енді дайындалған кезде басқа интервьюларын қарадым. Бірақ мысалы сенің көп жерде там көбінесе әзіл шоулар сен қатысатын, немесе бағанағы түрлі орта сияқты подкасттар бар десең. Орта. Бірақ өзің туралы бүйтіп ашып бүйтіп осындай бір формат жазған азбы да аз. Мен және ойландым, соны бірінші екен негізінде жеке шақырылған, былай эксперт ретінде емес, там медиа маркетинг туралы сұраған мысалы болады ғой, сіз мына тақырыпқа не дейсіз деген сияқты емес. Былай жалпы тұлға ретінде бұл менің бірінші подкастым шығар. Соны уайымдадым, кстати, мен кішкенеше былай қарасаң. Себебі Нәрікби лайф мен үшін плейсмент ретінде, яғни размещение деген сахна деп айтайықшы, былайша айтқан кезде бұл өте сапалы жер. Сенің комментаторларың ішінде мына орындыққа неге сен мына қонақты әкелдің, бұл жерде керемет абай танушылардан бастап дін танушы, теолог дейтін аудитория мен шығар. Себебі менің санамда Нәрікби бұл сондай орын. Түсіндіңіз бе? Сондықтан да мен сәл уайымдадым. И қызық, өзіме де қызық нәтижесі. Окей, мен оны да ойламаппын. Енді мен оңайдан бастайыншы. Сіз опрос жасамағансыз ғой. Жасамаған, мен customer journey map сызбадым ондайға. Енді Ақсұлтан бастайықшы. Сен мысалы өзің Семейденсің. Семейде туып өстің, мектепті соңында бітірдің қателеспесем, кейін Астанада оқыдың. Сенің балалық шағың немен еске қалды? Осыны сұрақ қойыңызшы. Менің балалық шағым немен еске қалды? Күшті сұрақ. Түрлі картинкалар келіп жатыр. Енді қарапайым шығар негізінде айтқан кезде. Мен кез келген контент көретін адам, жалпы контент көрген кезде өзін көру үшін көреді деп ойлаймын. Себебі менде бір қонақтарың келсе, егер де олар менің өміріммен ұқсас, тағдырымызда бір қиылысатын жерлер бар ау деген заттарды айтатын болса, мен ал жақсы көремін да, сондай соңына дейін көремін деген сияқты. Сондықтан да ең бірінші қарапайым отбасыдан менің әкем де шешем де медицина қызметкерлері. Әлі күнге дейін істейді ме? Әлі күнге дейін істейді. Бізде жалпы отбасымыз медиктер. Әпкем де медик, профессионал түрде алған кезде. Әкем мен шешем медицина университетінің деканы болған ұзақ уақыт, педиатр.
ненатолог, яғни кішкентай балаларды дүниеге әкелумен сондаймен айналысады. Әкем ұзақ уақыт бойы психиатр, яғни сондай салада жұмыс жасаған. медицинский психиатр яғни. Иә, психиатрияның бастығы, директор по психиатрии. Әкем менеджмент саласынан, яғни басқару, анам лечащий дейді, шебер. То есть сондай. Біз кішкентай кезімізден бері бір белгілі бір құндылықтардың аясында өстік. Оның ішінде өнер, оның ішінде есіме алатын болсам, менің өміріме әсер еткен бір қандай факторлар бар десем, мен анам осындай журналдардың ішінен бір заттарды қиып алатын всегда. И сөйтіп жапсырып жүретін. Сондай семьяда өстім. И әкем кітап оқу деген теманы маған всегда айтып жүретін. Бір осындай, бірақ қалған барлығы банально. Бізде де несие болды үйде, біз орта мектепте оқыдық. Қызық атмосфералардың бірі, мен үйімде 4 алсам, мен әкем қамшыны көрсететін. Окей, деген сияқты сондай мотивациямен өстік. Менің әпкем, менен 6 жас үлкен, әпкем бар. Жалпы немерелердің ішінде өте ұзақ уақыт бойы, 18 жылдай шамамен жалғыз ұл немере болдым. Сондықтан өте көп қыздардың арасында өстім. Сол КВН ойнадым, жайдарман ойнадым, чемпион болдым. 9 класста Фейберликте жұмыс істедім. Москваға бардым, Джон Кехан «Подсознание может все» деген тренингін көрдім. «Богатый папа, бедный папаны» оқыдым 9 класста. «Подсознание может все» деген кітапты оқыдым. Наполеон Хиллді оқыдым. Сөйтіп жүріп, Астанаға ЕНО-ға түстік. Мамандық? Мамандық туризм. Өзің таңдадың ба? Мен 125 бал алдым. Мақтанып тұрып айталым. Мектепті жалпы жақсы оқыдым, 5-ке оқыдым. Бір ғана 4-ім бар. Математикадан, кстати, қалан деп бірген реклама тоғыз жасың. Сондықтан да 125 бал алдым. Тапсырып? Мен ғылыми жұмыс жаздым. Мен ғылыми жұмыс жаздым. Өз кішкентай кезімізден сондай бір... Кстати, 9 класста «Подсознание может все»ны білгеннен кейін ұбт тапсырмаймын деген идея келеді. И соған сенемін ғой, короче. И сөйтіп ғылыми жұмыстармен 125 алып, Астанаға 4-ші пәніммен түстім. 1-ші пән государственное местное управление, 2-ші пән менеджмент, 3-ші пән экономика, 4-ші пән туризм. Бірақ неге Астана? Мен ештеңе айта алмаймын ондай үшін. Мен кішкентай кезімден. Таңдауын өзің? Егер картинкамен айтатын болсақ, мысал үшін, біздің жоғары поколение, сол Ирина Кайратовнадағы маркалар болды. Мен саған кеше айттым. Марка бірге бір мектепте оқыдыңдар. Иә, біз 37-ші мектепте оқыдық. Маркалар бізден 94-тер болды олар, біз 96-лар болдық. И 94-тер ұбт-дан құлады, марканың поколениясы. Бірақ бәрі Астанаға кеткісі келетін. 94-тердің ұбытысы өте қиын болды. 28 бал алған бала болды біздің мектептен. 54 бал деген сияқты. И көбісі түсе алмай қалды. И бір кішкентай андай достигаторский не, так елдер түсе алмай жатыр, мен түсемін деген сияқты. Чисто солай. Көзім ашылып, өзім бір зат таңдап деген сияқты. Банально. Мен де немен айналысатынын білген жоқ, кім болатынын білген жоқпын. Тупо былайша айтқан кезде қызығушылығымның артынан, интересімнің артынан жүрдім. Интересім сол кезден бастап сол КВН ойнау, сахнада жүру, коммуникация, былай сондай дүниелердің аясында болды. Мектептен бері әйеліммен кездестім, 11-ші сыныптан бері. Жалпы сосын 2018-де біз үйлендік. Қазір қанша жасында үйлендің? 21 жасымда. Мен ертерек үйлену керек, жауапкершілік алу керек деген позицияның үгіттеушісімін. Дөшісің? Соны үгіттеймін. Вау, окей. Енді мен былай қойыншы. Мен өзім шын айтсам байқамай қалдым. Енді сені ұзақ уақыт жеке танымағандықтан мүмкін менде 1-2 картина бар да. Бағана Хахашодағы Ақсұлтан тұр. Бүйтіп коробканың ішінде шығарыватқан жігіттермен, Зак пе, кім еді, 91 бүйтіп шығарыватқан суреттер бар. Там неше түрлі рилстар, неше түрлі недегі инстаграмдағы видеоларда сен бар. И қазіргі алдымда отқан Ақсұлтан бар да. И как будто олар 3 түрлі Ақсұлтан да мен үшін қазір. Будто бұл 3 түрлі кезеңдегі 3 түрлі адам сияқты да. Яғни ол қалай түсінсем болады? Егер мен 3 түрлі Ақсұлтандай отырыс қосам, 3 түрлі әңгіме айтады да. Примерно осындай. Солай ма? Солай, негізі. Бір переходной моменттер қандай болды деген
контексттегі сұрақ шығар бұл. Негізінен студент болдым, дебат ойнап жүрем, сол айтып тұрмын ғой, сахнада айтыскер ақын болдым деген сияқты. Мұхамеджан Тазабековтың кішкентай кезінде батасын алған жігіттерміз деп. Одан кейін дебат ойнадық біз. Дебат ойнап жүріп, видео түсіріп кетеміз. Видео ұнайды, бәрі орысша, бізде позиция болады. Сол, білмеймін, бағанағындай анамның деген сияқты, семейден Абай жері деген сияқты қазақша түсірейік. Позициямыз андай болады. Біз Илон Маскты білеміз, қазақтар, Стив Джобсты танимыз, бізді осындай креативный дүние жасай аламыз деген. Бірақ құрдастарымыз сол Жекалар, Джо Кассис, Юфрейм, Арман Юсупов, жігіттер, Расулдар сол бірге түсіріп жүреміз. Ұзақ уақыт түсіреміз. Кейін мен негізгі себептердің бірі өзіңнің сүйікті ісің жұмысқа айналып кетеді бір уақытта. Сол кезде сен выгребать етпей бастайсың, былайша айтқан кезде. Неге? Сүйікті ісің жұмысқа айнала бастайды. Хоббидан жұмыстан айналады. Бұл көп аудиторияға мына жерде таныс шығар. Мысалы үшін продакшны бар жігіттер, иә. Мысалы үшін там түсіріп жүреді, ұнайды өздеріне, бір моментте уже сол затпен ақша таба бастайды. И сен бір орында тұрған сияқты сезіледі саған. Әлемнің барлығы бір нәрсе істеп жатыр, мен ғана бір орында тұрмын. Команданың ішінде басталады. Сен неге жауап бересің? Мен көп істеп қойдым. Алмасуды бұзып жібердік, мен мынаны істеп жатырмын, сен мынаны істеп жатсың деген. Енді ол кезде бір андай менеджмент, там нені функционалды бөлу деген сияқты бір білім жоқ қой. И сол кезден бастап берекесі кете бастайды. Жалпы айналып жатқан ісіміздің қызығушылық кете бастайды. Себебі жасымыз 20-ға таяп қалып, уже универ бітіру керек болып қалды. Вроде сен жұлдызсың, вроде күшті танымал болып жүрсің, бірақ бір сол танымалдылықты, сол брендті конвертировать дейді ғой, яғни ауыстыру, ақшаға ауыстыра алмағаннан кейін, оған білімің жетпегеннен кейін, профессионализмің жетпегеннен кейін құрсын деген бір позицияға келесің. Сен хақаушылық коммерческий проект болды. Біз мысалы үшін 2018 жылы, 2017 жылы біз аптасына 1 миллион теңге табатынбыз. Және үлкен ақша таба бастаған кезде, және оны дұрыс құрта алмаған кезде, сенде ондай орта болмаған кезде, бұл өте қиын. То есть біздің орта интертеймент, блогерлар, әншілер, сахнада жүрген адамдар, ол кісілер, мысалы үшін, ақшаны қалай сақтаймын, ақшаны қалай көбейтемін, оны қалай дұрыс құртамын деген сияқты бір ойлар жоқ. Өкінішке орай сондай жерде жүргеннен кейін тапқаным, қанша табасың, сонша құртасың деген позицияда жүріп қалдық ұзақ уақыт. И түсіндім бір уақытта шаршағанымды, выгорать еткенімді. Бірақ сен бұл кезде өзіңді блогер санайсың. Бірақ мен ол кезде өзімді блогер санаймын, иә. Түбегейлі өзгерістердің бірі, менің ойымша, мен жалпы басқа бір құндылықтарды көрген кезде болған шығар. Бір басқа тусовка, мысалы IT тусовка деген сияқты, кәсіпкерлердің тусовкасы, мысалы рухани орталарды көргеннен кейін мен өзіме сұрақ қоя бастадым. Не істеп жүрмін мен, қайдамын, жаңа экзистенционалды дағдарыс дейді ғой. Вакуум. Кризис. Мен кіммін деген бір кризис қой, яғни дағдарыс. 21 жасар жігіт үшін нормально деп ойлаймын. Сол период, и кейін как раз таки сол еще моментте үйленем, оған қосымша менде той керемет болады. Семейдің мостын білесің ба? Семейдің мосты, 15 Гелендваген, ішінде Жека Фатбелли, Терри Тима, Арчибалд, Семей көрмеген той, ресторанның ішіне Гелендваген лимузин кіреді, сондай. Сен өзің қаладың бұсың бәрін? Өзім қаладым ба болғанда енді. Сондай құндылықтар болды, брат. Жоқ, мен әлі күнге дейін олай жасайтындар бар ғой, сол просто мен всегда қызық болатын да, сол балалар реально өздері қалайды соны жасаған, немесе бір сырт қалай айтсам болады. Мысалы, жақында Жека жасады тойын. Жекада соның айналасындағы тойды жасады, кейін өкіні отыр деген сияқты да. Қазір мысалы үшін айтты, по идее ысырап моменттер болыпты деген сияқты да. Енді ол кезде мен жақсы жаман деп айта алмаймын, менің идеалды картинкадағы тойымды мен жасадым. Болды. Былайша айтқан кезде. Одан кейін не болады? Одан кейін біз Европаға барамыз әйеліммен, Диснейленд, Франция, Париж,
Италияны көреміз, Швейцарияны көреміз, и Диснейландта біздің баламыз түсіп қалады. Біз бүйтіп горкадан качеленіп түскен кезде, и содан кейін мен үшін идеально андай ойлашы, LA болып жүрген, Голливуд болып жүрген өмірім бір моментте сынып қалады. Мен қуам, короче, өмір деген. Босқа үйлендім, короче. Проблемалар басталды, үйлену оңай, үй болу қиын деген осы екен ғой. Анау, короче, что за проблема, зачем? В общем, бізде УЗИда көрсетеді то, что баламыз түсіп қалған. Ну, бывает такое, да. Бывает такое, ол бар. Сондықтан жалпы не үшін айтып жатырмын бұл историяны, андай ғой, көршің соқыр болса бір көзіңді қысып жүр деген сияқты. Мен қазір баламның бар екенін айтпай қойын, бала шағам бар, бірақ қазір Аллаға шүкір бәрі жақсы, бірақ этаптар болады өмірде, сондай бір күндер сын кіріп кетемін, недоблогерство, жалпы блогерлық состояние түседі ғой, былайша айтқанда. Сол депрессия, Абдрашид Түлкібай айтпақшы, тісің жууға да желание жоқ. Абеке, ассалаумағалейкум. Тісіңді жууға да шамаң жоқ деген сияқты. Қарайсың, шашымай. Абекең сөзімді кетірмін. Что-то қарайсың, шашымай. Что-то бір қараймын, Артем деген базарды білесің ба, Астанада? Сол базарда 5000 теңгеге аяқ киім іздеп жүрмін. Жұлдызмын, бірақ мистер Бисттің, короче. Ол кезде қазақстандық мистер Бисттің өзімше енді. Артемда 5000 теңгеге аяқ киім іздеп жүрмін, себебі қалтада ақша жоқ, короче. И бір момент болады, сөйтіп бір тренингқа қатысам деп, соңғы 50 000 теңгемді құртып, сөйтіп шүкір Аллаға 3 айдан кейін не болады деп идеалды күнін жаза бастаймын, медитация жасай бастаймын, қайтадан тұлғалық даму деген дүниемен танысам да, Аллаға шүкір, бірінші баламызға болсын, көтереміз, тағысын тағы, сөйтіп нормально болады. Сөйтіп еще дінге келем, жарты жылдың көлемінде. Оған қалай әсер етті? Ол қалай әсер етті дейсің? Біріншіден қалай келдің, екіншіден қалай әсер етті? Хорошо, мынандай бір данный айтады маған. Ты знаешь, кто самый влиятельный человек в мире, дейді? То есть, нет, деймін, білмеймін, деймін. Стив Джобс деп қоямын мен бағанағында. Илон Маск, Стив Джобс шығар деген сияқты. Гуглға жазшы дейді. Самые влиятельные люди за всю историю, яғни барлық тарихты қарайтын болсақ, кім екенін қарасақ, бірінші орында кім тұрғанын менің ойымша сен аудиторияң біледі, иә? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тұр. Мен танымаймын ол кісіні. Жасым 21-де. Хотя семейденмін, абай жеріненмін. Хотя атам имам болған. Мен кішкентай кезімде азан естігем. Бірақ танымаймын, короче. Бұл кім деймін, сөйтіп таныса бастаймын. Содан кейін жалпы ортам өте сынам ғой, былай шыққан кезде ортама. Былай, даже әңгіме пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда емес шығар. Әңгіме сол принциптарды ұстанатын адамдарды көргеннен. Мысалы үшін бизнес молодецқа Абеке, бизнес молодецқа мысалы Абай Серғазиев Москваға ұшып бара жатады, 350 000 билет, кешігіп қалады, сондай бір дүние болады, саспайды ғой. Сен өзіңнің эмоциональный интеллектіңді білесің, және де болып жатқан картинкамен салыстырасың да, түсінесің, что-то не то. Принципі дейді ғой. Принцип, яғни шешім қабылдау, бір ситуацияға реакция басқандай, короче. Әдеттегідей мен көргендей емес. Себебі мен көргенде біз жертва болып бір нәрсе іздеп, короче, біреуге ашуыңды шығарып, сондай бір модель көргенмін да мен өмірімде. Мүмкін өзімді солай настроением түсіп қалу үшін, бірақ сондай түрлі ситуацияларды көремін. И айтады ғой жаңа, пайғамбар айды кессе де, білмеймін, там әртүрлі бір кереметтер жасаса да, ең бастысы ол исламның тарағаны, просто пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам красавчик болды по всему. Бәріне үлгі болды деген. Иә, үлгі болды. Просто красавчик болды, үлгі ретінде. Әдемі дос, дұрыс адам, дұрыс принциптар деген сияқты. И сөйтіп мен сол принциптарды ортадан байқай бастаймын, адамдармен араласа бастаған жаңа бір таныстықтармен, себебі ұлттық арнада біз продюсерлік сол жоба жасағаннан кейін мен Нұрсұлтан Назарбаевтың алдында Нұр Отан съезінде Закпен как раз выступать деп бастаған кезде бір новый этапқа кіре бастаймыз, новый адамдармен таныса бастаймыз. Рахат Би деген мысалы үшін музыкант, өте мықты чувак, да. Вообще бір новый адамдармен таныса бастаймын. И сол ғой былай шыққан кезде. Сөйтіп исламға келуім сол болды. Бірінші рет жұма намазға барамын Хазірет Сұлтан мешітіне.
ол бір ана Барселонада Камп Ноуға адамдар барған кезде рухани ләззат алады екен ғой, ана Мессидің голынан кейін о деп, то есть Барселонада адамдар футболға барады, чтобы энергетический заряд алу үшін да. И кейін духтармен бір апта бойы күшті жұмыс істейді деген сияқты ғой. Дәл сол сияқты мен енді Камп Ноуға бармасам да, Мессидің футболын көрмесем де, бірақ сол мысал есімде. И Хазірет Сұлтан мешітінің жұмасында сондайды сеземін. Ол бірінші рет Семейде бармаған бұрын. Мешіт деген мен үшін ол пятница күні таңертең барып, ана кабинетке кіріп, Құран оқып, ақша салып, сөйтіп кету да. Я басыңа не киіп алып, андай пакет киіп алып деген сияқты. Вот сонда жоқ андай қағаз. Мен қазір ана нені бастағым келіп отырған жоқ. Юсуф па, Жүсіп па деген сияқты ше. Ондай бір контекстегі әңгімеге кіргім келіп жатқан жоқ. Бірақ вообще айтамын, өзімнің өмірімде солай болады. Бірінші рет көрем, Рамазан, бірінші рет ораза ұстаймын. И білмеймін, шешім қабылдау сондай бір жеңілдетіп кетті. Рамазан біткеннен кейін біз намазға тұрып сөйтіп өзгеріп кеттік. Артынан қарап отырсақ, домино сияқты блогерлар мен бұрын айналысып жүрген, араласып жүрген барлығы. Бір жағынан шын айтсам, мынандай бір кезең болған сияқты. Дәл сол кезде біз қарап байқап жүрдік қой. И бағана домино демекші, яғни бір жігіттер яғни бастаған шығар, бірақ что-то бәрі алдып кетті да. Мысалы Расул өзі айтады, мысалы, я стою, Акс намаз читает, а я КТЛский, который, в принципе, еще видел у меня окружение такое, и для меня это было дейді да. И кейін, мысалы үшін, бір айдан кейін Расул да намазға тұрып, біз 2018 жыл сондай болды, мысалы үшін. Просто айтқысы келген андай ғой. Мен Расулмен бірге де істедім ғой. Жұмыс істедік. Ол кезде де Расул Абдуллаев. Расулға да мысалы сол өтпелі кезеңді көрдім да өзіммен, өз көзіммен көрген кездер. Параллельно мына жақта болып жатқан сценарийлар, басқаша Расулды білемін да, ол кездегі. И бір қараймын, что-то бір жылдан кейін, что-то бәрі машаллах, иншаллах, ассалаумағалейкум, жұма намаз, Рамазан, ораза, танымай қалдым, мына жігіттердің бәрі намаз қылып. А мен намазды, мақтанған емес, не емес, это факт просто. Мен намазды 10-шы сыныптан оқимын. КТЛ болсын, басқа мектептер болсын, оған қатысым жоқ. Просто оқимын, жалғыз өзім жүріп, жалғыз өзім оқитын. Да? И шамамен сол 2010 жылдар ғой. И өмірі өзінде бір жалғыз сезінетін бар ғой, шынын айтамын, қақсы бар ғой. Өмірі бір жалғыз сезінетін, өйткені жан-жағында ортамда андай бір жамағат деген тема болмайтын. Мен Астанада өзім сөйтіп сезіндім, сол үшін көшіп кеттім Алматыға. Бір жамағат деген тема жоқ еді. Мысалы барасың, отырады, мысалы мен алғашқы рет есімде жұмысқа тұрдым 2013 жылы. Тұрам, зеленыйсың ғой, 3-ші курстың баласы. Бүйтіп тұрдым, намаздың уақыты көрдім, қалай сұранамын, мына жаққа шығып, жай намазға, ладно, жай намаз тап бар менде, ана жаққа барып қайғы оқысам ба. Альбинос болырсың. Бүйтіп жүрген есімде да, әлі күнге дейін қысылам, бағанағы, білесің, өйткені коллективті 40 адам істейді, сен жалғызсың соны оқитын примерно адам. Еще ең щеголсың ішіндегі. Сөзің өтпейді, типа тамақ жеп жатқанда, мынау халал ма деп сұрайды, алмайсың. Корпоративқа шақырса барасың, не істейсің, өйткені сөзің өтпейді. Сезесің ғой. И сондай өтпелі кезең етті. И бір қараймын, мына жігіттерің қорықпайды деймін ғой, короче. Олардың бірін открытойды дегенде. Бірақ басқа заттан қорықтым, шын айтайын. Ол кейін де өзін ол ойға біраз адам келісті. Что біз сияқты балалар оны ашық айтпадық та. Бізде аудиторияда жоқ болды ол кезде. Оны ашық айтпадық. Бірақ оны ашық айта бастаған кезде ана балаларға бірден жауапкершілік артады да. Простой пример, мысалы мен мектепте, мектепте әулетінде бір алғашқы адамдардың бірі, сондай адамдардың бірі болдым да. И бәрі менен бір нәрсе күтеді, короче. Сен шейхсың. Шейхпін. Шейхул Алматы, Нарикби, Әбілғазы, короче. Сондай біреумін мен. Яғни олар мен идеальный көруге күтіседі. Мен боқтай алмаймын. Мен, короче, басқа зат істей алмаймын. Мен там грантқа оқуым қажет, жұмыс істеуім қажет. Расымен олардың көзінше мен әсер ету үшін маған реально пришлось это делать. Көп жағдайда. Өзінің әсерін беру үшінші. А потом мен аны көрем, я такой, блин, по идее, жігіттердің біразы енді көп, енді біразы Құдайға шүкір өздері келген шығар. Бірақ біразы волнамен де келеді, короче.
көріп те жүрген затымыз. А волнамен келген зат волнамен кетеді да. тез кіреді, тез кетеді. Иә, и ол асадық қалдырады адамдар. Айтады, мына бала намаз жүрген, жүре анаяқта қазір деп ше, мысалы қазір. И потом қазіргі мысалы опрос демей ақ қояйын, бірақ адаммен сөйлескен кезде соны байқадым, яғни олар адамдар да уже оказывается триггерит. Прикинь. Мен мысалы особо айтпаймын негізінде. Мен маркетинг туралы айтуға тырысамын жүрген. Жоқ, сен айтпайсың, просто мен айтқым келгені сондай бір кезең болды деймін да, сендердің волналарың. Бұл білмеймін, ол жаман болды ма, жақсы болды ма, кейін бір белгілі бір уақыттан кейін және қандай көзқараспен қарайсың соған байланысты андай аморфный зат сияқты. Жақсы болды деп те айтуға болады, жаман болды деп те айтуға болады. Әркімге мен мысалы үшін отбасымда әулетімде деп айтатын болсам, кейбір туыстарым бар, ойлайтын арабтар мені спонсировать етеді. Мен сол үшін там условно айтқан кезде Мерседес көлігін мінем деген сияқты да ойлар бар. Не деймін оған? Ештеңе дей алмаймын, окей, нормально, солай ойлайды. Біздің подкастта ойлайды екен кейбір кісілер, сондай бір жақын адамдар спонсор етеді. Иә. Қызық қой. Вау, окей. Енді қараш, сен блогерлік ортадан болдың ғой өзің? Иә. Кейін ол ортада қала бердің бе, әлде шықтың бұл ортадан? Қай кезде сен өзің блогер деп санауды тоқтаттың өзің? Мен карантиннан кейін Алматыға көштім. 20 жылдың күзінде мен Алматыға көштім. Оған да бір себеп болды. Волна кетейін ба, бүйтіп әкетейін берейін ба? Менің қызыма не болады, судорога болады қызымда. То есть үйде жүреміз, суға түсіреміз, судорога. Балам, тас болып қалады, жиналып, түсініп тұрған затты әйтеуір тіліне қолымды салу керек. Фатиха шықпайды аузымнан. Әйелім телефонның паролін ұмытып қалған. Скорыйға звондайық десек, әйелім телефон номерін білмейді. Бірақ Аллаға шүкір, бұл енді біздің жеке сондай сынақ болды. Өзіміздің белгілі бір білім дәрежемізді көтеру керек болған, тағысын тағы деген сияқты. Бірақ сондай енді Алматыға көшу, таза ауада жүру приоритет болады. Астанада білесің, суықтау. Қандай жақсы ЖК-да тұрса онда, қандай не болса да, енді Астанада күз басталды ма, бұл жел. Мартқа дейін қатты жел болады, и ол тондырады деген сияқты. 40 градус біз Алматыға көшеміз. Алматы мен үшін кішкене Медина. Астана бағанағы сенің мектептегі 10 класстағы жалғыз өзің намаз оқып жүрген сияқты. Мен Алматы солай. Сосын шешім қабылдау керек болады, ары қарай не істеймін деген. Сондай маркетинг деген дүниелермен қызыға бастаймын, білім алу технологияларын үйрене бастаймын. Там условно қарапайым сөздердің мағынасын анықтай бастаймын. О, прикольно, робот. Не ол робот деген инженерия. О, не ол инженерия деген жаңа сөздермен танысам деген сияқты ғой. Сөйтіп мен кәсіп жасайын деймін. Былайша айтқан кезде, себебі менің ойымша ақшамен қаржылай проблемасы бар адамда ешқандай жеке дамуға назары артық единица внимания дейді ғой, жетпейтін сияқты. Сондай бір периодтан өттім сол кезде тоже. И ойландым, не істеймін мен өмір бақи бір затты профессионально үйренген емеспін. Окей, хорошо. Онда мен кәсіпті зерттей бастайын, көре бастайын, не екенін үйрене бастайын деп 2021 жылдың соңына дейін ешқандай вайн туралы, юмор туралы, сондай орта туралы ойланбаймын. Назарымды ол жақтан алам деп бет шаптым циклды. И кейін кәсіпке фокус қойдым. Яғни entertainment бағанағы. Иә, мен әзірше қойдым, бірақ скиллдарымды алып қалдым, қабілеттерімді алып қалдым. Жақсы видео, вкус, адамдарды, целевой аудиторияны түсіну деген сияқты, бір креатив деген сияқты жақсы дүниелерімді алып қалдым да, бірақ назарымды әзірге ол жаққа бұрмаймын деп сөйтіп қалдырдым. Жалпы осы позиция шығар. Кейін менің вообще қазір байып кетті жасап атқаныма да әсер етіп атқан. Себебі байып кетті осы 2021 жылға Ақсұлтанның 2020-21 жылға Ақсұлтанға арналған продукт. Себебі Бада Шеферларды оқимыз ғой, путь к финансовой свободе деген. Оларды кітаптарын қарасаң, 70 мың өздерінің немецкий ақшалары қарыз болып жүреді, кейін содан бір жолдар іздейді, кітап жазады, сөйтіп долларовый миллионер болады, кітабы сатылады деген сияқты бір мен де өзіме бір технология таптым.
ақша табудың, ол технология маркетинг болып шықты. Ол технология там адам ресурстарын, менеджментті, HR-ды оқу болып шықты. И сөйтіп қазір алға шүкір енді қаржылай бір өнім өндіріп, оны ұсынып, сатып, ақша табу деңгейіндемін былайша айтқан кезде. Вот, өнім қалай шығару керек дегендей бір деңгейге жеттім. Вот, сол. Вау. Енді мынандай сұрақ қояйыншы онда. Сен қазақ тілді блогер деп санадық қой ұзақ уақыт сен. Бірақ қазақ тілді блогер болғанмен сен орыс тілді блогерлермен де қазір енді біз өзіміздің орыс тілді блогерлермен де араластың ғой. Иә. Қанша мен Көбінесе мен қазақ блогерлармен араласпайтын болдым. Енді қызық, маған әрқашан қызық болатын, өйткені мен өзім неге екенін білмеймін. Расымен қазақ блогерлерін қатты қарастырмайтын. Көрсем де, оқысам да білмеймін неге екенін, бірақ енді кейде кринж болып көрем ба өзімді, кейде қарайсың не деген сияқты, типа кейде қарайсың что-то өтпей жатыр деген, либо менің вайптарым келмей ма, білмеймін. Короче, бір анау былайша айтқанда анау жамағатты мен түсіне алмаймын. Короче, қысқасы әлі күнге дейін көбінесе Type-C мен лайтинг сияқты. Type-C мен лайтинг сияқты бір-біріне анау келмейді да. Қараймын өтпейді. Мына жағына қараймын орыс тілі прикольно өтеді, такой анау, бірақ тілі басқа да. Вайптас, бірақ вайптастар. Иә. Аяқта бар. Неге ондай разница бар? Картина мира деген сөз өте жақсы келетін сияқты бұны сипаттауға. Яғни өмірге деген көзқарас, оның ішінде бір затпен келісу немесе келіспеу. Саған кринж болып көрінген нәрсе дедің ғой. Маған да кринж болып көрінетін ұзақ уақыт бойы. Содан кейін сол қайтып білмеймін. Кейін шыға бастады ғой біраз қазақ контентына бір жаңаша көзқараспен қарайтын, музыкада болсын, видеода болсын, басқасында курстарда болсын бір адамдар. Сол кісілерге рахмет сияқты, бірақ білмеймін, мен қазақ тіл табыса алмадым былайша айтқан кезде. Общий интерес қой енді. Ключевой айтқан кезде неге біз мына жерде отырмыз? Саған просмотр, сен білесің, сен бір миллионный просмотр жасау керек болса, мына жерде скорее всего юморист отырушы еді. Солай ғой. Менді шақырған жердің бәріне бара бермеймін. Екеуміздің осы жерде бас қосып отырғанымыз бұл бір белгілі бір принциптардың, құндылықтардың, көзқарастың келісуінде ғой. И сол сияқты мен де солай болдым. Сол негізі орта деген сияқты. Өзгерін келсе ортаңда ауыстыр деген қарапайым принциптер бар ғой. Сол зат шығар менің ойымша. Мен сөйлесе алмадым, просто бір тілде бір нәрсе туралы. Мүмкін осы шығар. Мен өткен бағана сол кездегі Ақсұлтан байқасам, Ақсұлтан вроде как қазақ тілді блогер, бірақ по вайбу бағанағы мен айтқан орыс тілді блогерлердің әңгімесін айтады да. Сол жағынан жақындық болған сияқты бұл жерде көбінесе. Мүмкін, иә. Сондай ерекшелік. Просто не туралы деген әңгіме ғой. Егер де мысалы сен айтып жатсың, 2018 жылы дейін бір исламдық вайп болған жоқ. Медиа тусовкада болсын, бір эксперттің тусовкада болсын деген сияқты. Қазір мысалы үшін қазақ ортасымен сөйлесуге болады да, о чем-то. К примеру, бір Алаштың темасы бойынша словно айтқан кезде, как минимум, білмеймін, Ахмет Байтұрсынов, бір Жақып Дулатов деген тақырыптардың аясында бірдей көзқарас шығып қалуы мүмкін шығар. Немесе дін мәселесіне келген кезде, бір иман мәселесіне келген кезде бір ортақ көзқарастар шығады. Оған дейін тусовка, қолдарына ақша бірінші рет түскен, как бы сондай бір аштау деген сияқты бір сондай едік қой өзіміз былайша айтқан кезде. И ол жерде бір особо бір қызықты әңгіме болмайды. Мен 9-шы класста подсознание может все оқып жүрген жігітпін ғой. Джон Кехаға Москваға барып 15 жасымда деген сияқты әңгіме да, түсіндің ба? И содан кейін орыс тілге барасыз, прикольно. Мына жақта маркетинг туралы сөйлесіп жатыр, мына жақта уже ЖК деген сияқты бір донерлар ашып жатыр, кәсіп жасап жатыр, ақша жасап жатыр жігіттер. Бір жаңа бір деңгейге шығып жатыр постоянно. Там Расиктарды да сол кезде Расулдарды қараймын. Олар там сол кездің звездалармен, Форбстағы адамдармен сөйлесу қызық. Сол заттар заряжать ететін. Прикольно. Мен солармен қызық болатын, маған солармен сөйлесетін. Бірақ қазір керісінше, қазір орыс тілді блогерлармен көп араласам деп айта алмаймын. Мысалы, орта подкастта мен алдыңғы күні өзімді сәл біртүрлі ыңғайсыз сездім. Ыңғайсыз сездің себебі араласпайсың.
себебі көзқарастар әртүрлі. Белгілі бір қазір енді рухани подкаст болғанымен оның ішінде де там белгілі бір там тақырыптар, градиенттер деген сияқты дүние бар ғой. Тұр. Келмейді дейсің ғой кейде. Солай да айтуға болады шығар. Окей. Енді қарай, жаңа Ақсұлтанды көрейік. Уже 21-ші жылдан кейінгі. Жаңа Қазақстан деген сияқты. Жаңа Қазақстан, Таза Ақсұлтан деген, таза Қазақстан деген бар еді. Жаңа Ақсұлтанды көрейік. Окей. Ақсұлтан уже iOS сияқты айтып отырмыз. Обновленный деген сияқты. жаңа версиясы. Жоқ, сен оқыдың дедің, сен уже блогер деп өзің санамадың қатты өзінен бастап. Санадың ба? Контент-мейкер. Контент. Вот егер де біз кәсіпті қарайтын болсақ, компания бар, оның ішінде белгілі бір департаменттер бар. Коммерческий департамент деген саған ақша әкелетін соның департаменті. Коммерческий департаменттің ішінде не бар? Сату және маркетинг бар. Маркетингтің ішінде не бар? Трафик бар. Былайша айтқан кезде және де контент бар. Мен контенттің ішінен бүйтіп маркетингті түсіндім, бүйтіп коммерцияны түсіндім, сосын кәсіпті түсіндім. Мен сондай бір трансформациядан өттім. Оқыдың. Оқыдым. Ең бірінші ортаға барам, осындай орталар. Бәрі, короче, это же по Жексен Васильевичу вот так, это же по Жексен Васильевичу вот так, короче. 10 адамның 4-еуі Жексен Васильевичтің курсын өтіп алған, короче. Сол тілде сөйлейді, былайша айтқан кезде. Мен ғана қалып баратырмын, короче, ол қазақтың осы бір жақсы екен негізінде ше. Жақсы жағынан болса, жаман жағынан да болатындар бар ғой негізі. Жарысатындар. Біз сондай ортаға түстік, жақсы жағынан. Не ол барайыншы, көрейінші. Сөйтіп техники эффективного мышления деген курсына бардым. Ұнады. Оның алдында ең бірінші Тони Робинс деген адаммен таныстым. Карантинда оның тренингтары онлайн болған. Онлайн тренингіне бардым. Ол бір қосылды. Жексен Васильевичтің техники эффективного мышления, операционный менеджмент, стратегический менеджмент, GVTeam платформасында финансы для владельцев бизнеса, экстрим для эго, білмеймін, командамды маркетингті оқыттым. GVTeam деген жақсы платформа бар, MBA бағдарламаларын халыққа орыс тілінде бірақ үйрететін, солардың жобаларын өттім. Одан кейін HR Capital деген жоба бар. Адам ресурстары, сол туралы үйретеді. Соны оқыдым. Ең қымбат курстардың бірі ол. Вот ол кездегі Ақсұлтанға нереально, типа, курсқа 3,5 миллион беру деген. Типа, вот мен сол кезде прям өзгердім, короче, түсіндің ба? Деп, короче. Потом тоже курстар өтесің, бастайсың, тайм-менеджмент деген ұғым бар екен танысасың. Ол не, короче. Сосын, оказывается, менеджменттің өзі бар екен, орг схема бар екен, регламент жазу бар екен, компанияң жүйелі түрде жұмыс істеуі бар екен. Ол жаққа 15 миллион құртасын. Аллаға шүкір, маған жеңілдетті көп нәрсені. Мен кейбір заттарды өзім маркетолог болған үшін, продакшн болған үшін бір жақсы келісімдердің арқасында көп нәрсені көрсетті маған. Былайша айтқан кезде қазіргі бір көкжиек қалыптасу үшін, көзқарас қалыптасу үшін. Соның бәрін өттім. Соңғы кайдзен, Марғұлан Сүйсенбаев насихаттайтын кайдзенді оқыдық, көрдік, онымен таныстық. Короче, жүрдік соның бәрін үстімізге жағып, былайша айтқан кезде. Оқыдың, бірақ сен тек оқу болды ма? Тек оқу болған жоқ, параллельно проекттер, то есть маркетинг проект. Мен ең бірінші проекттерім сразу там образование за рубежом жасадық біз, визовый центрлар жасадық, массажный центрлар жасадық, фасадтар, термопанель, теплосиль, HR Capital'дың өзінің маркетингін жасадық, Жексен Васильевичтің өзінің личный брендін жасадық. Маркетинг параллельно жасап жатырмын. То есть бір жағынан оқып жатырмын, команда құрып жатырмын, бір жағынан маркетинг жасап жатырмын. Теплосиль деген компания бар, Қазақстанда заводы бар, үлкен 1 гектар, там бірнеше там $1 миллион оборот жасайтынбыз біз маркетингтан. Өте жақсы прям нәтиже көрсеттік. Білім саласындағы проекттер, фаундейшн центрлар, там 280 миллион, 300 миллион деген чектарды көрдім. Бағанағы вайнер үшін мынау шок, короче, түсіндің бе? Оказывается, так можно деген сияқты дүниелер. HR Capital'дың біз там чегін 10 миллионға дейін апаруына әсер еттік. Продукты өзгерттік, түсірдік, маркетинг жасадық деген сияқты да. Сондай шоки болып, осындай да әлем болады екен ғой деп. Сен блогерский
жамағатыңды кәсіпкерлік жамағатқа ауыстырдың ба? Иә, менің симпатиям кәсіпкерлік жамағатқа өтті. Неге деген сұрақ келеді осы жерде. Неге кәсіпкер тусовка маған қызықты деген сұрақ қой. Мен өміріне жауапкершілік ала алатын адамдарды көре бастадым бір моментте. То есть өміріне жауапкершілікті ала алатын, при этом қаламаса да жасай алатын адамдардың ортасына түстім. Қаламайсың, алдында өте көп бөгеттер, бірақ сен ішінен бір нәрсеңді қосасың да жұмыс істейсің. Сондай ортамен таныстым. Себебі менің де өзгерісім сондай болды. Мен қаламадым особо прям бір болады ғой, сондай өзгерістер болады. Бірақ менде мына жақта клиент алайын десем командам жоқ, маған найымды оқу керек. Условно айтсам, ақшам шашылып кете береді, маған финансы оқу керек. Мен де сондай бөгетке келем, оқимын деген сияқты. Кәсіпкерлерді көрдім, олар өзіне жауапкершілік ала алады, отбасына жауапкершілікті ала алады. Басқа бір құндылықтары бар. Осы бір принциптер өте қатты ұнады. Одан кейін егер де діни жағынан қарайтын болсақ та, там, білмеймін, Индонезияны алайық, мысалы үшін Малайзияны алайық. Қалай барды ол жерге Алланың сөзі? Кәсіпкерлер арқылы барды, сауда арқылы барды. Қызық тұлғалармен танысасын, сөйтіп симпатияң ашылады. И түсіндім то, что вот осы бір орта влиять ете алады, әсер ете алады. Былайша айтқан кезде массаға деген сияқты. Себебі қазір менің ойымша адам, білмеймін, мен мысал үшін айтам, трек жазайын, ән айтайын, тойда выступать дейін, инстаграмда гиф жасайын деп армандамайтын шығар. Ол құндылықтар өтіп кеткен трендтер ғой негізінде. Условно айтам. Адамдардың өзі қазір инстаграм, әлеуметтік желі барлығы көрінеді, принциптар, құндылықтар көрінеді. Уже таңдай алады деп ойлаймын. Қазір трушность маңызды ма? Трушность маңызды ма дейсің ба? Шынайы болу. Шынайы болу маңызды, бірақ білмеймін, андай трушнымын деп мен егерде саған қазір барлық әдепсіздіктерімді айтып отырсам, ол басқа жаққа тартып кетуі мүмкін да әңгіме. Сондықтан трушность, бірақ белгілі бір шекараның ішінде. Толық еркіндік деген затпен келіспеймін. Толық еркіндік жоқ, белгілі бір ненің аясында, бөгеттердің аясында өмір сүру керек. Сол кезде ғана толық бақытты бола аласың. Ол бөгетті өзің қоясың ба сен? Ол бөгетті өзің қоясың, ол бөгетпен өзің келісесің, және ол бөгет үшін жауапкершілік аласың. Мысалы, қарапайым мысал, светофор қоймайық. Светофор бөгет па? Бөгет қой негізі. Біреуге қызыл жанып тұр, дұрыс па? Егер светофорларды алып тастасақ, толық еркіндік бөгет бола ма? Толық еркіндік бөгет болады. Сондықтан да менде, мысалы үшін, қазір мен ниша таңдау, анализ рынка жасап кәсіпке кіру, бір инвестор болатындай бір деңгейге өткім келеді. Бірақ білімім жетпеуі маған бөгеттер, дұрыс па? Бірақ мен ол бөгеттер как бы под моим же контролем это. Мен оларды контролировать етуімнің арқасында ол үшін жауапкершілік аламын, өте аламын. Және де өзіме жаңа бөгеттерді өзім құрып отыру керекпін. Әйтпесе мына жақтан маған мені тұлға ретінде дамытатын бағанағындай бөгеттер келеді. Баланың түсіп қалуы деген сияқты бөгеттер. Себебі неге біз дұға тілейміз, жақсы өскіміз келеді деген сияқты да. Егер де өзімізге челлендж жасамасақ, ол челлендждер сырттан келеді, бізді өзгерту үшін. Окей. Пайнер Ақсұлтан кет қалып шығып кетті. Бірақ арасында келіп отырады осылай әзілдеп. Отбасы бөгет па? Отбасы бөгет па дейсің ба? Жалпы қарым-қатынасқа қатысты заттардың барлығына келісу керек деп ойлаймын. Отбасы сол қарым-қатынастың әңгімесі ғой. Мысалы менің жолдасым біледі, мен өте кеш келетінімді үйге, және ол онымен келіскен. Мысалы бізде регламентированы семейный день, әкемен өткізетін күн бала-шағамда бар. Мен бала-шағама мен 24-те жеті көңіл бөлмеймін, бірақ таңертең апарам, и жексенбі күндері полностью бірге боламын деген сияқты. Бөгеттер бар, белгілі бір регламенттің ішінде бәрі сонымен келіскен. Профессионалды сөздерді мысал үшін жаңағы айтқан сияқты. Конверсия, аналитика, эффективность, не бар тағы, LTV деген сөздерді қалай біз анықтамасын білу керекпіз. Дәл сол сияқты қарым-қатынаста сыйластық, көмек деген сияқты дүниелерді тоже анықтамасын жасап алған дұрыс шығар.
сол кезде кішкене гармония болады деп ойлаймын. Былай бөгет емес негізі. Сенің жеке пікірің қазір келісу келіспеу, иә, бұл менің иә. Онда сұрақ, мысалы кейде блогер дейміз, немесе бағанағы блог жүргізетін кісілер деп айтайыншы, отбасын салған кезде жеке пікірің қандай? Отбасылық контент жасайтын кезде жеке пікірім, иә, кеңес емес бұл. Кеңес емес, немесе просто өзің пікірің. 100 жылдан кейін бұл актуалды бола ма деген әңгіме. Қай жағынан? Условно айтқан кезде маған қазір әйеліммен әдемі бір би салып әдемі просмотр жинауға болады. Мақсатыма сәйкес, себебі мақсатым жақсы просмотр, жаңа оқырман, ақша. Стратегиям әйеліммен, стратегия деген қалай деген сұраққа жауап береді. То есть бір белгілі бір стильді мен сондай таңдаймын. Әйеліммен мысалы бір түрлі видео түсіру, мысалы отбасыммен. Немесе не обязательно бір түрлі, вообще видео түсіру. Егер де ол бір түрлі болып, сен оған как минимум бір 10 жылдан кейін қарай алсаң, окей. Қарай алмасам, мысалы мен өзім вайндарымды қарай алмаймын қазір. Мен максимально удалить етіп саламын, иә. Ұяласың ба? Иә. Қай жағынан ұяласың? Қай жағынан ертең қызымның класстастары мынау сен батяң ғой деп көрсетіп тұрса, мен бір түрлі маған. Оның психикасы үшін ұяламын, себебі буллить ету мүмкін солай. Иә, шынымен. Менің психикама окей ғой, ол мен прикол ұстаймын. Иә, мен хиджаб киіп, вайн түсіретін деп ше, платокпен. Бірақ егер де мен балама келіп ертең прикол ұстапса, оның эмоциональный интеллекті немесе бір установкалар шыдамай қалуы мүмкін. Сол ретінде. Ақшарда қалай жауап беремін деп дұрыс сұраймын. Менде мысалы мынандай кішкене триггер бар, өзің қалай ойлайсың? Мысалы мен жиі байқадым, қазір баласының атынан контент ашатындар көп екен да. Яғни өзім балалар бар, балалардың атынан бір парақша ашып қояды да, сол парақшаның контентін жасайды да. Балалардың контенті шынымен көп жинайды. Өтірік емес, кез келген тілде, кез келген мәдениетте бар да. Менде үнемі бірақ сұрақ мазалайды сондай контентті көрген кезде. Сұрақ мынандай: мына балалардан кім рұқсат алды? Балалар өздері де түсіргісі келеді, брат. Мысалы үшін менің қызым блогерларды көреді, влог көреді. Ол мен біліп тұрмын, ана кісі, енді қараш, менің әке-шешем айтыста танысқан. Мысалы үшін да, олар медик болып жүріп айтыста танысқан. Мен қаншама жыл блог түсіргем, ән айтқам, КВН ойнағам. Ол кісіде потенциал бар ондай. Бірақ мен әзірге оның қызығушылықтарын контролировать етуге тырысам. То есть, егер де ол прям шешім болса, кеттік түсірейік деген, окей, мен продюсер ретінде бір нетуге ыңғайласуға көмектесетін де шығарым. Бірақ пока что енді білмеймін, условно бала ғой әлі, пластилин ретінде. Мысалы суретке қызығы жүр ма, мен сурет салуына мысалы көбірек подтверждение берем. Ол күшті сурет салу атсын деген сияқты. Нежели мен пах етіп. Бірақ кейбіреулер сұратпай түсіре береді. Бәрі принциптардың әңгімесі ғой, брат. Біреу үшін нормально, короче, баласын салу, оларда көз тиеді деген позиция жоқ, түсіндің ба? Мысалы үшін мен баламмен видео салдым, менің қызымда бір апта болмай судорога болды. Менде заряд бар біраз ол темаға. Мысалы менде там көз тиіп қалады ау деген бір ой бар. Біз там көпшілік жерден, тойдан бір жерден. Тегір бетіне қою деген растат ау деп па? Мысалы үшін да әйелімді көрсету принципі, мен мысалы әйелім өзі не емес, условно біз love story болған, біз көп тоже алып саттық әлеуметтік желіден деген сияқты ғой. Каждый өзі үшін жауап береді, құндылықтар үшін, оның дұрыс. Сенде мынандай принцип па? Яғни мен қазір түсініп отырсам сен сөзіңнен, яғни мен бірінші түсіретін болсам, контент жасайтын болсам, оны кейін ұялмай балаларыма көрсете алатын деп нәрсе болады. Біз қандай керемет шахматистпіз деп айтпай қойық. Бірақ шахматта бір алдыға, артқа, оңға, солға бір фигурамен әрекет жасасақ, одан кейін там бірнеше 30, 40, 50-ге дейін ары қарай сценарийлар дамып кетеді, дұрыс па? Дәл сол сияқты ғой. Қарайсың, жан-жақты саралайсың,
и соған сәйкес шешім қабылдайсың. Оған бірақ назар керек. Егер мен назарым жетпесе оған, бір проблеманы ойлап отырсам, мысалы проблема мынау, қызыммен ұрысып қалдым, мынау картинканы мен санам жібере алмай тұр. Болады ғой, 5 жыл бойы мен мысалы үшін бірінші махаббатымды ойлағам кезінде ше, жібере алмай сол картинканы бақ дейді тыңдап деген сияқты ғой. И мен шешім қабылдауларым бәрі қандай болады? Эмоциональный бола ма? Болады. Бағанағындай отырып шахмат сияқты ойлау, саралау дегенге жете ме? Назарым жетпейді. Тура осы сияқты адамдар сол үшін мақсат қоя алмайды өмірінде. Арманына жетпейді, ертеңгі күнін жоспарлай алмайды деген сияқты. Күнделікті бір заттарға жабысып, содан назарын алып осы жақта бола алмайды. Мысалы намаз маған сол контекстте өте қатты ұнайды. Мұсылман болу себебі әрдайым нақ осы жақта өмір сүру. Дәретханаға кірдің ба, сол аяғыңмен кіру керексің, дұғаңды айту керексің, су іштің ба, оң қолмен ішу керексің, бисмилля деп айту керексің. Мен әрдайым нақ осы жақтамын. Постоянно вниманием осы жерде. Мен бір проблемамды ойлап отырайын десем, мен сол қолмен шығуым мүмкін. Фокус кетеді. И мен үшін бұл назарымның контролі. Мысалы, ислам. Көп қой. Сондай? Онда келесі тақырып менде Байыпкеттің өзін айтайықшы. Байыпкет не туралы жоба? Қазір мен ұстаз болып жүрмін, мұғалім болып жүрмін. Ақсұлтан ұстаз. Маркетингтің контекстінде айтып отырмын. Нақты Ақсұлтан ұстаз. Мен педагог болып жүрмін. Былайша айтқан кезде. Нормально ғой, мысалы. Ана нені көрдің бе? Алаштың сериалын көрдің бе? Міржақып. Міржақып. Жоба сериал. Есімде. Сол жерде, Міржақыпта да бар ол. Мысалы, Ахмет Байтұрсынов отырады да, условно айтқан кезде, Жүсіпбек Аймауытов сен психологияны жазасың дейді. Сол үшін жүк аласың дейді. Мағжан Жұмабаев сен педагогиканы жазасың дейді. Мысалы үшін да, Міржақып Дулатов бақытсыз Жамал жазып жүр. Мысалы, военный кісі да, былайша айтқан кезде, қазір біздің қорғаныс министріне роман жаздырып қоя алатындай жүк ала ма деген сұрақ қой, мысалы. И Жүсіпбек Аймауытовтың психологиясын қарап отырсақ, ол кісі условно контекстін жазады, қазір кітапханада отырмын деген сияқты ше. Әртүрлі информацияларды қарап дейді. Бірақ маған қазір генерить етіп кітап жазып шығу керек дейді. Біздің менталитетке сай, біздің контекстке сай барлығын учитывать етіп психологияны дейді. То же самое Мағжан Жұмабаевтың педагогикасын алсақ, там условно айтқан кезде, там ішінде әдемі қылып Али радиаллаху анхуды қыстырып қойғанда Хазірет Али деген сияқты, бірақ баланың фантазиясын дамыту. Ол кезде чат GPT жоқ. Ол кезде чат GPT жоқ, сен үшін эссе жазып беретін. Кәдімгідей институтта отырасың да, кітапханада әртүрлі заттарды бірінші синтездейсің деген сияқты ғой. И жазады біздің қазақтың қатындары, там баланы емізу, ана біреу бесікті алады да, былай баланың басын айналдырып ұйықтатып тастайды. То есть рухани даму, сен санаңның дамуы, фантазияның неге мықты болу керек екен сияқты бір жақсы кәдімгідей зерттеулер жазған. Мен мысалы қарап отырмын, соңғы 10 жыл мен медиа маркетинг саласындамын. Мен 365 күннің 10 жылы это 3650. 10 сағаттан біз профессионально, қазір де біз SMM жасап жатырмыз ғой, мысалы, медиа жасап жатырмыз, маркетинг жасап жатырмыз, белгілі бір аудиториямен оларға ақпарат, сообщение жеткізіп жатырмыз. 10 сағат ойлайсың назарың, 36.500 сағат, да, гений аутсайдерда мысалы 10.000 сағат теориясын айтады. Мен уже оны 3-6 есе көп жасап тастадым. Менде уже артқа қарай қайтатын жол жоқ та. Мен осы тақырыпта қызмет ету керекпін демек. Кенде ойлаймын, не үшін мен оргсхеманы білем, не үшін маған, мысалы үшін, заявка на выделение средств. Апта сайынғы саған, мысалы үшін, Wi-Fi ауыстыру керек па, заявка толтырасың деген сияқты дүниені мен компанияма енгізгемді. Не үшін маған ол білімдер деп кейде өзіме Аллах-тағаладан сұрап қоямын да. Қазір мысалы үшін барлық нәрсені адамдарға маркетинг үйретудің аясында беріп жатырмын. Неге Байыпкет? Себебі адамға Бадыр Шефердің бағана кітабында айтады,
теңгемен аударған кезде 2 миллион теңге ғой. 2 миллион теңгені 95-98% адам тауып отырған жоқ. 2 миллион теңгені. 2 миллион теңге. 2 миллион теңгені табу үшін саған маркетингтен басқа ештеңе керек жоқ. Саған нанимать етіп керек жоқ, саған отделдар құрып керек жоқ, саған мықты менеджмент керек жоқ, орг-схема керек жоқ. Түсіндің ме? Саған маркетинг білу керек. То есть, условно, чанки болсаң, белгілі бір аудиторияға олардың потребностьтарын, яғни қажеттілігін, мұқтаждықтарын жабатын өнім жасап беру. Сол өнімді адал түрде жасау. Абай Құнанбаев айтады, өзінің өнерін адал түрде малға, яғни ақшаға айналдырған адам қазақтың әулиесі дейді. Мен осы бір контекстті ұстанып жатырмын, короче, қазір. И маған по кайфу аудиторияны біз өзіміз таңдаймыз ғой. Мысалы, мен фотографпын. Я же сам выбираю. Мен екі қабат әйелдерді түсірем ба, немесе кафеларға менюна тамақ түсірем ба, плюс 18 контент түсірем ба, немесе там love story түсірем ба. Мен өзім аудиторияны таңдаймын. Қандай аудиторияға қызмет еткім келетін, мен өзім қызығушылықтарымен маған кәсіпкерлер ұнады дедім. Мен осы кәсіпкерлер аудиториясына оларға керек өнім жасап жатырмын. Бізде Қазақстанда маркетингті ешкім түсінбейді. Вот маркетинг деген не? Қалай командаңа таргетолог алу керек, қалай Инстаграм жүргізіп жүрген SMM-шіңе не сұрақ қоясың? Банально сол деңгейдеміз. Содан кейін байыпкет жасап жатырмын. Байыпкет ол еще про мышление же. Менде бір белгілі бір ойлау жүйесі қалыптасып қалды. Вайнер Ақсұлтанды өзгерте алған. Вайнер Ақсұлтанды, КВНді әзіл құрап жүрген Ақсұлтанды өзгертетін бір жүйе қалыптасты. Жүйе деген бұл үлкен мынандай махина, кішкентай көп нәрседен мысалы үшін бір жүйе құралады. Біздің организмда ағза жүйе, сол мысалдар. Стиральный машина ол үлкен бір жүйе ішінде. Отжимы бұл бір құрал деген сияқты. Ойлау жүйесі қалыптасты, соны бергім келеді. Бұл да бір аманат ретінде қараймын осыған. Себебі менде братан, Аллаға шүкір, жақсы бәрі. Қалай айтады? Шүкір, есть куда расти. Қойылған мақсаттармен істеу керек заттарға қараған кезде әрине аз. Болашаққа қойған мақсаттар, алу керек жауапкершіліктер, істелу керек тағдырдың да мәселелеріне қарағанда өте аз, бірақ егер істеліп қойған заттармен қазір как я себя чувствую, анау Аллаға шүкір. И айтады ондай, сендер имандарың толық емес, пока не пожелайте то, что есть у себя, или там өзіңе тілеген затты бауырыңа тілемегенше. Мен кешке үйге келем, осылай әйеліммен отырамыз, чай ішіп. И барлығы жақсы екенін мойындаймыз, ше. Если не брать, там, ремонт жасау керек, там, условно айтам, бытовуханы алмаған кезде, в принципе, бәрі жақсы. Әрине бар, там, дочамды, мен, мысалы, орысша садикте оқиды, қазір қазақша нулевойға бердім. Мен уайымдаймын, мысалы, адаптациясы қалай болады екен. Бірақ, в общем контексте, хал ретінде Аллаға шүкір, и мен осы нәрсені бөліскім келеді. Мен соңғы уақытта ондай байқадым. Оны маған Айдар Рысбекұлы деген, Баймахан деген кісі оны айтты. Осы біздің подкастта да, және мен де оған келсем, мысалы, әр кезеңде әрқандай тренд болған дейді. Мысалы, кезінде заңгерлердің тренді болды, юристтердің тренді болды, кейін нефтяниктердің тренді болды, кейін непонятно дейді. Мысалы, 2010-нан бері 2020-ға бері трендтің қандай болғаны түсініксіз дейді да. Мемлекеттің өзінің бағыты түсініксіз болды дегенде келтіреді. В принципе, келсем. Ал 20-дан 30-ға дейін дегенді көбіне кәсіпкерлер тренді деп айтты да. Қараш, брат, алаш зиялылары деп айтайықшы, мысал үшін барлығы кәсіпкердің баласы екенін түсінеміз, 25 мың мысал үшін тұлға болды. Елді өзгерте алатын. Нарик Билаев та мен үшін мысалы үлкен просмотрлар алатын жер емес, бірақ бір 10 мың адам көрсе де бір нәрсеге әсер ете алатын ойлау жүйесі бар адамдар деп есептеймін да. Сахабаларды алайық, 140 мың, допустим, там білетін 40 мың әлемдік деңгейде да, жер шары, планета деңгейінде 14 ғасырлық дүние жасап кеткен
тоже в основе егер де алсаң тоже там кәсіпкерлер жасаған деген сияқты да. Сол айтып жатырмын ғой, ключевой софт скиллдар ғой, брат, түсінесің. Жауапкершілік алу, бастаған ісіңді соңына дейін жеткізу, назарыңды шаша бермеу, жоқ деп айта алу деген сияқты мысалы да. И сол заттар важнее. Кәсіпкер болғаннан кейін сен как бы өзіңді дамытуға приходится. Окей. Яғни сол үшін баю маңызды дейсің ғой. Баю, я барлық жағынан. Рухани, физически мен кедеймін мысалы үшін ше. Энергия, күш, қуат ретінде қарайтын болсақ, мен түсініп тұрмын, то, что менде мысалы колесо баланса жизни дейді ғой, өмірлік баланстың бір гармонияның шеңбері менде мынандай шығар. Мысалы сенің қазір тыңдап отырып мынандай ойлап қалуым мүмкін, блин, баю үшін обязательно кәсіпкер болу керек па дейді. Жоқ, брат, Криштиану Роналду бай ғой. Мен Криштиану все-таки кәсіпкер. Хорошо, бір кімді алайық, қанша штучный продукт болу керек та, условно. Мықты таргетолог, кәсіпкер емес, бірақ мықты таргетолог, шебер, бай бола алады ғой. Заңгер. Мысалы, мықты заңгер, мықты, это то же самое Димаш мысалы үшін, бай ма деген әңгіме ғой. Ну, относительно, байлықты относительно қараған дұрыс шығар, относительно бай. Дұрыс па? Неге? Себебі өзі бір штучный продукт бола алды. Спортсмен бай бола ма? Я теннисист же, я бай бола алады. Бірақ в основе бәрібір как бы кәсіп жасау да, в основе ақшаға айналдыра алу. Сол затты монетизация деген бәрібір келесің. Сен бір өнім жасайсың, күшті, жақсы өніміңді, бірақ одан да басқа да заттар бар да өмірде болып жатқан. Кәсіпкерлер соған успевать ете алады. Мысалы қараш, қарызын жаба алмай жүрген, баласының оқуына ақшаны қайдан алам деп жүрген, или үйдің сыртын қыста қандай фасадқа қалай ақша табам деп жүрген адам, үйі сырость болып, үйіндегілері аллергия, уже астма болып жүрген адам Құдайды ойлай ала ма? Жеке дамуды ойлай ала ма? Қаншалықты эффективный болады сол жолда? Уақыт болмайды ғой. Аш бала тоқ баламен сөйлеспейді деген. Сол сияқты. Окей, қара, байып кеттің басты принципі ол не? Бағанағы сенің қарайтын қазақ кәсіпкерлер. Көзқарас, біріншіден, софт скиллін айтатын болсақ, көзқарас беру, и хард скиллін айтатын болсақ, маркетинг беру. Маркетинг кәсіби деңгейлерін көбейту. Маркетинг, қаржыны білу керексің маркетинг жасау үшін. Командаң бар ма, демек HR-ды білу керексің маркетинг жасау үшін. Мен мынандайды көргенмін, оны маған бірнеше кәсіпкер достым айтқан. Бір дейді, маркетолог балалар келеді. Кәсіп жасаған бір жақсы досым айтады. Бір жобасы бар, атын айтпай қойын. Бірақ елге танымал жігіт. Өзі проекті танымал. Айтады, мен өзім андай немді көтеруім керек, продажалар көтеру керек дейді маған қызық болып отыр, эксперимент жасасам, таргет беремін, өзім тауып, бір маркетолог жігіттер шақырдым дейді. Келіп қоймайды дейді. Брат, рилс түсіру керек дейді. Рилс түсіресің, продаж ұшады дейді. Окей. Ассалам, бисмилля, жаса. 10-20-30-ын түсіріп дейді. Жоқ деді да ештеңке. Өздері алды дейді да. Я говорю, қайда результат? CTR қайда, конверсия қайда, там pay-per-click деген бар, ол қайда, метрика қайда жалпы? Жоқ дейді да ештеңке. И бәрі айналып кетіп маған, бір одан шығып басқалар келіп тура соны айтады, басқалар келіп тура соны айтады, бір рилс түсіре бер дейді. Бірақ ол барлық салада солай. Мен айттым дейді, ладно, өзім түсірейін дейді. Өзі түсірді. Жұмыс істемейді ғой жігіттер дейді да, менің бизнесіме келмейді ол дейді да, просто түсіндіреді да, ол қалай түсінбейсіңдер оны деп. Сен ол бір инструментті алған дейді да, просто өзі айтуынша. Инструментті алған, тұрады так, примерно надо СТОшка, надо там, так, надо пекарня, так, надо бәріне бір нәрсе айтып шығасың, примерно. Это прям біреу болса біреуіне жұмыс істеп кетеді, короче, деп подряд жүре берген да. Вот это что? Бұл не? Оны мен мынандай түсінемін. Жанатқа кіру үшін духа намазын оқу керек дейді біреу тахаджуд оқу керек дейді. Бірақ братан, дәрет алып үйренсей бірінші 40 парыз ше, условно, фарздар ше, вообще не ол иман, ислам, ихсан деген сияқты основа жоқ қой. Бір инструмент, ұлы инструмент қой рилс деген.
кішкентай мысалы сол инструментпен двигаться етеміз да біз. Жүйе жоқ та, жүйе деген сөз не деген сұраққа жауап бере ала ма көріп отырған адамдар? Система деген не? Қиын ғой жауап беру. Сол сияқты бизнеста там білмеймін, эффективность не ол, процесс деген не ол деген сияқты сөздер көп та. Конверсия дегенді білмейді маркетолог. Сен айттың кеше букингта 12 этапта интервью өткем дедің, дұрыс па? Бізде қалай жүретін айым? Мобилограф керек еді. Все хорошо, таныс бір мобилограф бар, сол байқұс келеді, сол жауапкершілікті алады деген сияқты да. Олай біз жасай аламыз ба OpenAI сияқты компания? И менің ойымша барлық салада сондай. Бухгалтерді да тура солай іздейміз біз. Көп. Даже 200 миллиондық компаниялардың ішінде финансымен бычыт болып отыр. Маржа, рентабельность деген сияқты сұрақтарды білмейді. Қанша переменный расход бар білмейді деген сияқты ғой. И нормально болады. Этап қой бір. Өтеміз бәріміз содан. Шүкір дейміз. Өтеміз. Нормально болады. Специалисттер қап. Мықты менеджер бар ма? Бар ма мықты менеджер? Мысал үшін сенде қалай, условно, ретроспектива, білмеймін, скрам, agile, брат. Бізде agile деген сөз сағыз сияқты, мысалы. Шайыр деген сияқты. Да, к примеру, братан, сөзде түсінік жоқ қой бізде. Бізде компаниялар daily, weekly өткізе ме, брат? Вопрос. Корпоратив келген кезде 31 декабрь, ақша қайдан аламыз деп отырады. Условно айтып отырмын, ешқандай фондтар жоқтар. Сондай этап көп кәсіпкерлерде, бастауыштарда демей, бірақ 2 миллион табу үшін бұлардың бәрін біліп керек емес. Менің основной мақсатым маркетингті неге алғаным, себебі адамдар там 2 миллион тапса. Бірақ жұмыс істейтін компанияларым бағанағы айтқанда мен көрдім. 300 миллионда жасайтын компанияларды көрдім. 1 миллиард жасайтын көрген жоқпын, шыны керек. Айна, иә. Бірақ өзім себепкер болдым 300 миллион, 400 миллион, 450 миллиондық компаниялардың өсуіне. Қандай саладан көбіне? Білім саласынан да көрдім. Там недвижка саласынан да көрдім. Жалпы барлық салада жасауға болады оны. Кәсіпкер байланысты. Кәсіпкер, неге мен агентстводан шаршап кеттім? Мысалы, менде агентство болды ғой, 4 жыл мен қызмет көрсеттім. Неге білім саласына? Себебі агентствода сен кәсіпкердің басымен жұмыс істейсің да, ең соңында уәзірі болып кетесің ғой, короче, қасында жүргенше. Типа сондай. Уәзір деген қасында кеңесшісі, ақылшысы, соның басымен жұмыс істейді, психологы жеке деген сияқты да. Бұл сондай ғой. Жалпы қазақ кәсіпкерлерінің көбінесе кәсіп жасаудағы мақсаты көбінесе сол байып кету деген мақсатта ма? Көбіне қалай өзің ойлайсың? Қандай бір армандармен келеді ғой? Өйткені шынымен негізі кәсіп жасау бір оңай шешім емес, негізі былай ойланып қараған соң. Белгілі бір мақсат, бір мұратпен келу керексің деген не? Идеямен өмір сүреді негізі бізде. Қазір нарықта, мысалы үшін капитал жинау деген идея. Мен қазір нені айтып атқан жоқпын, условно айтқан кезде Турловтардың деңгейін айтып атқан жоқпын, Ламтадзың деңгейін айтып атқан жоқпын, Форбстан тіпті әңгіме айтпай қояйын, условно айтқан кезде біз қазір там Арманжан Байтасовтардың окружениесін айтып атқан жоқ. Біз кәдімгі малый средний бизнесті айтып атырмыз. Мысалы, капитал жинау деген идея өте популярный. Баю, яғни капитал сенде физически ақша болуы деген. Оны бір жерге инвестиция жасап қою, ол ақша саған ақша әкелу, ақшаны дұрыс құрту, жеке брендіңнің болуы, HR бренд, компанияңды, клиенттер, сотрудниктар тоже клиенттер деген сияқты дүниелер, короче, популярны. Потом анда рилстар жасау, как у меня получилось сделать бизнес деп бүйтіп отырасың. Вообще там ана бүйтіп қарады, стенаға қарап тұрып бүйтіп неде жасайтындар бар ғой? Өтірік подкасттар жасайтындар. Вообще деп. Ар жақта ешкім жоқ па? Неге сол формат популярны кетті? Қараш, мен қазір бұрын, мысалы үшін, наймандар туралы маған вайн түсіру керек болса, қазір отырамын да, наймандар негізі болашақ миллионерлар деймін. Себебі наймандар постоянно бір нәрсе істеп жүреді, еще олар креативный, олар любой ситуациядан шығып кетеді десем. Бұл рилстың нарезкасы бір найманға жіберіле ма?
бұрын мен вайн түсіру керек едім да, продакшн қою керек едім. Қазір өстіп микрофонның алдында отырып әңгіме қылып айтып бере аламын да. Түсіндің ба? Иә. Эффективно. Тез тұқ. И қазір біз сенімен мына жерде мысалы үшін бағанадан сөйлеп жатқанымыздан қаншама қысқа форматтағы видеолар жасап салған болушы еді. Мен мысалы соңғы рет мысалы сен жасаған маған ең өткендер Ақсұлтанның это Челсидің фанаттары деген. Иә. Қалай? Челсидің фанаттары байыды дей ма? Челсидің фанаттары байыды, себебі біз Лига чемпионовты там условно айтқан кезде 10 жылда бір рет финалына шығып отырамыз. Біз особо футбол қызық емес деген сияқты да. И прикольно. Бұрын мен мысалы Челси футболкасын іздеу керек едім, бірдеңе істеу керек едім. Осы мен таң қалдым, өйткені видео шықты, маған күлкі болды, мен комментарий жаза салдым да. Комментарийде болды. Арсенал фанаттары миллионер екен ғой деп жазып жібердім. Просто жазып ұмытып кеткенмін. Бір қарасам ананың астына, білмеймін мен қанша адам жазып жіберген ана комментарий, лайктардан топқа шығып кеткен ба бірнәрсе ана. Сөйтіп күнде келе ма? Күні келеді сообщение. Да, бүйтіп күні келеді. Не прикол. Потом есіме түсті, бұл көкелер тұрғанда Челсидің бүкіл досты, мысалы бір бала қарайды да, хоп дейді, Челсидің фанатты ғой дейді да, бүкіл достарына жібереді тұрып, короче. Ана бұрынғы, наверное, помнишь, отметь троих друзей деген теманың орнына шыққан дүние ғой. Кімге жіберу керек екенін білесің. Мысалы бұрын вайнерлар кәдімгідей видео түсіретін едік қой сондай. Кәдімгідей сценариймен, реквизиттармен, актерлар жалдап. Қазір микрофон қоясың да айтып бересің, короче. Ондай көп. Жеңілдеп отыр ма, типа? Жеңілдеп отыр. Неше түрлі айтып бере аламын, мысалы үшін ше. Просто бір сегмент аудитория аласың, бар айтишниктар. Шетелде тұратындар. Жаман сондай популяр кеткен. Бір бәле айтып бересің. Айтишниктар негізі өте батыл адамдар. Мысалы үшін. Жақында өте жақында шыққан этот рюкзак киетін жігіттер, рюкзак киетін жігіттер не емес, көп жетістікке жетпейді деген осындай бір орысша вайн триггерить етеді. Да, типа это маменький сыночки, бірнесе, короче, олар да ештемеген деп, и ана реакция көп түсіреді адамдар. Бір қымбат там, не знаю, Монбланктың несін киіп бара лақтыра салады деген сияқты. Ну, реакционный да уже кішкене. Білесің, база жоқ. Кісілерді ұялмай салып береді екен деп ше. Бізде маркетингті контент деп біледі. Вот, соны түсіндім мен. Маркетинг тең контент, короче. Бірақ контент деген сөздің үшін қарайтын болсақ, ол жақта да кетеді. Мысалы үшін, егер де біз связка деген сөзді қарайтын болсақ, ол біріншіден целевая аудитория туралы. Екіншіден оларға беретін ұсынысын қандай вообще офферің деген сияқты. Одан кейін там контент, одан кейін трафиктің мәселесі, қай жерде оны шығарамын деген сияқты да, қандай инструменттермен оған көбірек қаралым санын жасаймын деген сияқты да. Вкупе қарамаймыз да, жүйе ретінде. Контент. Иә. Сондай. Қандай результат бар өзің байқағаның? Өзім байқаған, өзім өмірімдегі ма? Иә, жоқ, өзің оқытқан адамдардың ішінен мысалы. Оқытқан адамдардың, ой, шүкір Аллаға. Біз онлайнда 700 адамдай оқыттық. Офлайн формат биылдан бастап оқытып жатырмыз. Нереально, мысалы. Там, условно, 300 доставка жасайтын, күніне 300 доставка жасайтын жеткізу қызметінің компаниясы қазір там 1,5 жасап отыр деген сияқты. Аллаға шүкір, көп результаттар бір 7-8 айдан кейін шығады. Ну, қазандай бір инфобизнеске, инфо-цыганский не жасап тастаудан қарсымын, подкаст жасап тастаудан сондай болып қалама деп. Бірақ Аллаға шүкір результаттар өте көп, твердый результаттар өте көп. Себебі өнім бұл біріншіден внутреннее обучение дейді ғой. HR бөлімінде команданы дайындайтын сондай ретінде жасалған методология да. Өйткені біз бір кезде өте көп проекттер алып кеттік. Малайзиядан офис ашып кеттік Абекемен ше, Расикпен үшеуміз. Саудиямен проекттер жасаймыз дедік. И біз кәдімгідей бір қараймыз Форте-банкта істеген адамдар компаниямызда жүр, бір қараймыз Еврофармада істеген адамдар. Бірақ әртүрлі тілде сөйлейді, короче, түсіндің ба? И түсіндік, то что внутреннее обучение жаза бастау керек екен. И байып кет, бұл өзіміздің компанияға жазылған негізі білімдер еді ғой. Өзіңе жасаған нәрсе ғой. Өзіңе тілегенді өзгеге тіле деген подход болғаннан кейін ықылас деп айтамын мен. Мен үшін маркетинг ықылас сөзімен байланысты. Кәсіп вообще тоже ықылас сөзімен байланысты да. Қолымнан келгенді істеуге тырысамын, продукты да сөйтіп обновлять етіп отыруға тырысамын. И реально мысалы күнделікті байып кет, мен үшін бұл менің жеке дамуым мысалы үшін. Прям триггер.
андай бар ғой, бір нәрсені білгің келсе оны біреуге үйрет деген сияқты ше. давай Дос байып кет позицияда. демекші. Мысалы біз қазір алдымызда бір кез келген енді кәсіп тыңдап отқан кісілер болса, мысалы кәсіпкер адамдар болса, мысалы бір белгілі продукт сатқысы келеді, айтайық біз журнал немесе бір кітап жаздық, шығарайын деп отырмыз. Сенің былай краткинен қандай ұсыныстарың, оны сатудың қандай жолдары бар? Қазіргі бар инструменттер ме? Қазіргі бар инструменттер, ешкім жасамай жүрген инструменттер айтайын ба? Жоқ, мысалы өзің ең эффективті жұмыс Ең істейтін эффективті жұмыс істейтін нәрсе аудиторияңды зерттеу. Біз аудитория зерттеп жасамаймыз ғой. Біздің қазақский бизнес қалай? Екі дос қосылды, екі лямнан лақтырды, калям плюс PlayStation ашты. Вот банальный қазақ жасының кәсіп жолына түсу. Сосын екеуі қырылды, жарты жылдан кейін бір-бірін көрмейтіндей, еще қарыз, ана арендаторға қарыз, бір бәле. То есть осындай да. Біз мысалы үшін, ал енді мысалы к примеру алайық, сандықты немесе тарыны продуманный проект па, белгілі бір аудиторияға белгілі бір құндылықтар жеткізгісі келетін. Неге мысалы үшін сандықта кальян жоқ? Себебі оның аудиториясы ол кальянды талап етпейді, олар өте жақсы потребностьті зерттей алған деген әңгіме да. Түсіндіңіз ба? И когда сен аудиторияға керек продукт жасайсың, олардың қажеттіліктерін жабу үшін бұл бір-біріне оңай киіледі. Соответственно, маркетингқа көп ақша кетпейді. Келесі қадам қандай? Мысалы аудиторияны зерттедік, мысалы. Келесі қадам негізі сол ғана, брат. Дальше менеджмент. Вот, брат, ключевой нәрсе, біз осыны жасамаймыз негізінде. Өнім, мысалы үшін ең бірінші зат, егерде зерттеу дегенде сен ол нені қарастырасың? Жас аралықтары, регион, вообще типа гендер. Бәрін. Мысалы мен қазір, қараш, мен қазір бір шетелде оқу деген өнімге консультация жасап жатырмын да. Так. Мен қалай қараймын? 16-да баласы, дұрыс па? 16-да. Егер бірінші баласы болса, 22 қосам. Дұрыс па? Примерно 85-тер шығады. Соңғы баласы болса, 16-ға примерно 36-ны қосам мен. Сол возрасттағылар бір 35-тен кейін бала особо туған жоқ. Бұрынғыда айтам, 7-8 бала ату деген жоқ, өкінішке орай. Сол промежуткті қараймын, ол жерде вообще кім, немен өмір сүреді олар? 85, там 77 деген сияқты да. Кім жұлдыз ол жерде? Ол жақта мысалы үшін қарайсың, ол Өркен Кенжебектен бастап, Әлібеков, білмеймін, мысалы үшін айтам да, аудиторияны зерттеймін, немен өмір сүреді? Беркут. К примеру айтам, масс-маркет бар. Мысалы, масс-маркетті қарайсың. Мысалы, мен масс-маркетті қараймын, мысалы үшін өзім ойланам. Так, әкем жақтан қандай туыстар бар осы категорияның ішінде? Шешем жақтан қандай туыстарым бар? Бәрін қараймын, күнделікті не істейді олар? Олар барлығы айына бір рет Семейде болса, мысалы үшін Тайқазан или Кенсарай деген сияқты бір ресторанда, Айкел деген сияқты баннердің алдында фотоға түсіп бір тойға барады. Инстаграм салып қояды. Инстаграмға салып қояды. Олар демалатын болса, там бір жерге лыжный базаға барады, караокеға барады. Кәдімгідей зерттейсің сол аудиторияны, түсіндің ба? И қызық та, мысалы маған ол жерде мен түсіндім, мысалы үшін маған масс-маркеттен мен мысалы рассрочкаға сатқым келмейді продуктымды, ондай офер қатты ұнамайды. Мен мысалы үшін кәсіпкерлердің аудиториясы бар, мен жұмыс жасап жүрген. Окей, кәсіпкерлер кімді көреді, мысалы үшін да. И кәдімгідей бір картина пайда бола бастайды. Оказывается, ол кәсіпкерлер там Атыраудан, Көкшетаудан бір жерден Алматыға келіп Жексен Васильевичті оқыған болып шығады. Оказывается, олар Марғұлан Сейсенбаевтың фанаттары болып шығады, түсіндің ба? Оказывается, олардың жұлдыздары кім деген кезде, мысалы, там Санжар авто шығады, мысалы үшін. Себебі олар Дубайдан көлік алады деген сияқты. Осындай бір анализ да. Прям детальный анализ. Одан кейін жеке-жеке каздевить етесің, сөйлесесің олармен. Чо болит, не ауырады, неден қорқады, қандай сервис қалайды олар. Ты знаешь, просто мысалы сөздің аузында мысалы андай болған, менде бір жағдай, біз Астанада бір форумда жүрдім, сол кезде бір кісі бірнеше кісі тұрды, сөйтіп тұрып, я
бірнеше бала тұр, мә біз сіздің подкастыңызды тыңдаймыз дейді да. Я говорю, о күшті екен. И төртінші кісі тұр, а что за подкаст у вас дейді да. Я говорю, ну вот бізде әртүрлі тема, да, там мынау а там какие темы дейді. Я говорю, ну там развитие духовное, анау, интересно. Ну я смотрю другие подкасты дейді да. Сөйтіп қандай подкаст қарайсыз? Ну там знаешь, вот Арман Сүлейменов я смотрю дейді, потом я вот там про инвестиции вот это смотрю, потом я смотрю что-то там про венчур, трейдинг, осындай әңгіме жүріп отырды. Короче, вам интересно деньги, да, дедім, короче. Венчур, IT, деньги, вот это, да, аудитория. Мен ол тақырыптың неге қатты маңыз берем айтайын ба? Қара. Мен контент түсірген адаммын 2015-тен бастап 2020-ға дейін. Күнделікті прям ха-ха-шоу кезінде. Бірақ целевой аудитория мен позиционирование тақырыбына мүлде кірмеген адаммын. 5 жылдан кейін мені барлығы қандай бала ретінде біледі? Ха-ха-шоу. Ха-ха-шоу ғой деп. И мен бүйтіп себеп болып өзім бір нәрсені мақсат қойып бір жерге келу емес, бір жерде оянам, короче. Қайдамын мен деп 2021 жылдысың ба? И ол жер маған особо ұнамайды. Анау вайнер ғой, вайнер ғой деп ойлады, білесің ба? Брат, мәселе құндылықтарда ғой. Мистер Бистқа, брат, по кайфу өзін жасап жатқан ісі. Мен қарсы емеспін блогерларға. Өзінің ісіне ұнайтын затпен айналса, окей. Өзі сол істі, білмеймін, там, күні бойы ойлап, сонымен ақша тауып, сонымен байып, сонымен көмек тиіп нетіп атса, әңгіме жоқ қой. Не істесе де? Өте көп неше түрлі нишалар біз білмейтін. Ойбай, мынандай да бар ма не дейтін да. И оларда сөге алмайсың, неге сен мынамен айналысып жатырсың деп. Мәселе профессионально айналысып жатсың ба, жоқ па? Вот тек қана сол сұрақ. Сол үшін профессионально деген кәсіби, яғни профессионал менің ойымша ол идеальный картина дейді ғой, идеалды картина туралы көбірек білетін адам. Профессионал әрдайым плюстарына қарайды кез келген заттың. Себебі қазір мен плюстарына қарасам, ол мына жерде свет күшті қойылыпты, мынау звук жақсы жазылып жатыр деп, мен багажымда сондай заттар көп болады. Сәйкесінше мүмкіндіктер ашылады. Хуйсіне зан дейді, мысалы үшін адам туралы жақсы ойлауды. Мен сен туралы мысалы жақсы ойласам, бізге өте көп мүмкіндіктер ашылады. Ал мысалы там, к примеру, тісің қисық екен, или там қалай орындықта неге қисайып отыр деген сияқты, или там шашы май ғой мынаны деген сияқты бір минусыңа қарасам, сәйкесінше мен точка зрением солай қалады. Профессионал өте көп өз багажында успешный действие бар. Соның бәрін қоса алады да выдавать етеді. Өте көп контенттің жақсы связкаларын біледі, өте көп маркетингтің, команданың, анауны қосады, жасайды. Сен де мысалы үшін өте көп успешный действие в IT білетін шығарсың басқалармен салыстырғанда. Мәселе өзің ісіңді кәсіби жасау. Кәсіби жасау, профессионально жасау бұл подходтың әңгімесі. Бұл отдачаның әңгімесі. Бұл всегда результат әкеледі. Себебі бұл әлем материалдық вселенная, F-тен mg, қандай формулалар бар та, F-тен mg, білмеймін там, условно, тартылыс күші, бұл жердің там, условно, наны төменге түсірсем құлайды, сол сияқты, егер де сен бір саламен профессионально айналысатын болсаң, Криштиану Роналду, сондықтан Криштиану Роналду. Окей. Вау. Сонымен, Ақсұлтан, бүгін біз Ақсұлтан блогердің, Ақсұлтан мұғалім ба? Ақсұлтан ұстаздың. Білмеймін, Ақсұлтан қызығушылықтарының артынан жүрген, шүкір ететін бір сары жігіт, Найман, Семейдің Найманы, Абай жерінен шыққан 16-шы регион еді, бұрын ауысып кеттік. Бірақ сенің рилстарың маған несі ұнайды? Сапасы ұнайды. Ол емес, мақтанған деп айтпаймын, бірақ факты маған ұнайды. Эстетика ғой. Жалпы эстетика дегенде бұл да бір талғам, бұл да бір профессионализм ғой. Біздің мысалы үшін видеограф. Кәдімгідей оқыған, сол салада соны бітірген, мамандығы бойынша жұмыс істеп отыр. Кайфует өз ісінен, всегда дамиды. Біз әрбір ролигімізді соңғы ролик сияқты жасаймыз. Біздің подход сондай. Подход, стратегия. Стратегиямыз сондай. Әрбір затты ықыласпен жасау. Сондай жасаған кезде клиентқа қалай ол идеяны түсінуге оңай болады деген бір подходпен, клиенттің көзімен ойлана алған кезде сен сондай жасайсың. Бірақ мен үшін искусство мешать жасамау керек маркетингқа. Себебі там не в то время, не в том месте туылған адамдар қатты искусство жасап кеткен адамдар.
егер сен мысалы үшін идеяңды ешкім түсінбей тұрса, өкінішке орай искусство көбірек болып кетті деген сөз да. Искусствоны адаммен қарым-қатынасқа, ол идеяны түсінуге, түсінікке нетпесе, бөгет жасамаса, ол нағыз шеберлік деп ойлаймын. И біз видеоларымыздың бәрі сондай ғой. Максимально качественно жасаймыз, но при этом Асап Рокидің клиптары емес та. Бірақ Асап Рокидің клиптары сияқты қудыртып тастауға болушы еді. Бірақ оны түсінбей қалушы еді адам. Сол үшін ондай емес дейсің. Сол үшін ондай емес, бірақ жасай аламыз, егер челлендж қойсақ, істеуге болады. Күшті. Бір қандай тема болып кеттің кеше? Бар ма бір темаға қосылған келген? Жоқ, брат, ешқандай тема жоқ. Сен не сұрайсың, соны айтамыз. Қалғанын келесі жолға қалдырамыз. Иә. Енді менің ойымша ше, бүгінгі мына әңгімеміз бір сенің біріншіден алғашқы интервьюің екен, былай жазылған. Иә. Кәдімгідей өзің туралы айтқан. Сол үшін көп рахмет. Өйткені ол оңай емес, негізі көп ойлағатындай. Көп адам ол реально оңай емес, если что. Бүйтіп аша салады, тіпті мені шақырса, өмірің туралы айтып бер десе, мен дайын емеспін ондай. Ақтарылуға. Сондықтан мен әрқашан айтам, маған келген кісілерге ақтарылып айтады шынымен. Шын біз барынша ол кісілерге андай біздің задача уже ана Jobs to be done'дағыдай, олар оны бір қауіпсіз орта деп есептесе, біз сол қауіпсіз былайша айтқанда ортаны беруге тырысамыз да. Сондықтан саған осылай ашылып келгеніңе көп рахмет. Сізге де рахмет шақырғаныңызға. Мен кеше айттым ғой, өзім Жұлдызайды пример келтірдік қой біз. 140-ты. Сол үшін 140 бұл реальный мықты кейс. Студент қыз мықты компания жасаған деген. Себебі мен Жұлдызаймен бірге сол HR мамандығын оқу барысында бірге студент болдық. И мен білем, ол қыз реально профессионально жасап жүрген. Ол кісі подходын білем, несін білем. И ол кісі егер де осы подкастты көріп, кеше сен айтқандай, осы подкаст өміріне әсер етіп жатса, мен ойымша Нәрікбейдің каналының көрермендері, сіздер дұрыс жолдасыздар. Дұрыс сырье дейді ғой. Сырье кіреді ғой мына жақтан. Сапалы контентпен, сапалы сырьемен, ингредиентпен қоректеніп жатсыздар. Сәйкесінше мына жақтан шығатын затта дұрыс продукт болады деп ойлаймын. Иә. Онда мынандай сұрақтар қойып жатсаң, блиц форматында. Сен, мысалы, өзің маркетолог ретінде Қазақстанда маркетинг жағынан, жалпы продукт жағынан өте жақсы жұмыс жасап келатқан, өзің мақтап айта алатын қандай бір компанияларды атап өте аласың? Немесе кәсіпкерлерді? Маркетинг жағынан дейсің ба? Маркетинг жалпы өте болады ғой, бір красавчики, жақсы жасап отыр жұмыстарын деген сияқты болады ғой. Мысалы, 140-ты соған кіргізе аласың өзің? Жоқ, ОБТ нишасын мүлде кіргізе алмаймын ол затқа. Сори. Күшті жасап отыр. Бәрі относительно ғой. Менің точка зренияммен ғой бұл. Менің точка зренияммен. Прям мықты жасап отыр мыналар деп кімді айтатын едім. Өнім жасау барысында аудиториясын зерттеген адамдар мен үшін ең күшті маркетинг. Неважно, олар жақсы контент беріп жатыр ма, социальный сетте немесе жоқ деген сияқты да. Егер де потребность бар және ол жабылып жатса, ең күшті маркетинг мен үшін сол. Условно айтқан кезде, сол үшін сандық. К примеру айтып жатырмын да. Бұл идеологиялық жоба, бірақ мысалы өте көп сандықтан кейін соған ұқсас жобалар ашылды, мысалы. Қазір көрші дейді, анау дейді, мынау дейді деген сияқты прецедент болды, бірақ мысалы почему-то мен құдағиды бір жерге апару керек болса, немесе турист, мысалы Нәрікбейді, мысалы Амстердамнан или күтіп алу керек болса, или бір Джонды деген сияқты да, менің есіме сандық түседі. Және ол жерге барған кезде ол барлық менің потребностьтің жауап береді. Осы точка зрениемен қарасам, сондай проекттер ұнайды маған. Непонятный проекттер, конечно, тоже көп. Вроде халяльный ресторан, бірақ
гигиенический душ сол жақта тұрады деген сияқты да. Қайда дәрет сол қолмен аласың, соответственно оң қол, ол CGM деп аталады мысалы үшін да, Customer Journey Map, значит идеально зерттелмеген да. Менің клиентім туалетте отырған кезде так мына жақпен алады, мына жақпен сүртінеді деген. Ну, элементарный пример болу үшін айтқаным ғой бұны. Вот осындай маркетинг мен үшін күшті маркетинг. Идеальный вот. И сондайлар бүйтіп жеке мынау күшті деген бар. Общем продукт ретінде бір конкретный нәрсені айта алмаймын. Окей. Өзің біреу контент жақсы жасайды, түсінің ғой, иә. Біреу там личный бренд жақсы жасап жатыр кәсіп. Біреудің мысалы үшін нелері жақсы, қалада билбордтар жақсы деген сияқты да. Сол үшін табан мысалы үшін тоже деп реклама тоже деймін ба. Мысалы чайники тоже маркетинг жақсы жасап жатыр деген. Сол сияқты ғой. Дұрыс жерде ма плейсменті, иә, успешный действие ма, иә, профессионал ретінде мысалы үшін қарап өзіме сақтап аламын болды. Өзің жиі бірнеше қайталап көре алатын фильмдерің, сериалдарың бар ма? Қызығы ше, фильм вообще көрмейді екем, өте аз көреді екем. Макдональдстың киносын основателін недавно көрдім. Вот, типа, 3 апта бұрын деген сияқты да. Вот. Айта алмаймын, мынаны көрем деп. Өкінішке орай. Темалар бар мен көретін. Кәсіпкерлік, маркетинг деген темаларды көре бере аламын. Списогымда өте көп кітаптар, өте көп нелер тұр. Бос уақытында не істейсің көбіне? Бос уақытымда бір нәрсе зерттеп отырам. Біз просто кеше сөйлесіп отқан кезде Ақсұлтан бір Мира деген приложениені ашты. Телефондан үлкен доска секілді. Ана кәсіпкер Инстаграмдағы парақшаларды қалай зерттейтінін көрсетті да. Түнгі сағат 1:45-те. Иә, түнгі сағат 1:45-те отырып кәдімгідей отырып. Бос уақытымда ғой енді. Сол зерттеп отырам бір нәрсе қызық. Маған сол не хоббиң қызық болды маған шын айтсам. Ана жерде отырып соны зерттеп. Қызығушылығым егер де сол, короче, қызығушылығымның артынан жүрем и максимально Аллаға шүкір, то что ол қызығушылықтар пока что маған зиян келтіріп жатқан жоқ. Маған зиян келтіретін қызығушылығымның артынан бесконтрольно жүре берсем, вот это трагедия болатын еді. Промежуток жизни болды ондай. Болмаған қалаймын деген сияқты. Енді қара, 10 жыл бұрынғы Ақсұлтан, ол студент бірінші курс. Блогер еді? Иә. 10 жылдан кейінгі Ақсұлтан, по сути, кәсіпкер. Мысалы, иә. 10 жылдан, келесі 10 жылдан кейінгі Ақсұлтан кімді ойлайсың? Также кәсіпкер. Сол, также кәсіпкер. Баласы 11-10 класты бітіріп жатқан. Сол, бірнеше баланың әкесі айналасына жауапкершілік алып, оларды жақсы жаққа қарай өзгеруіне бір себепші бола алған адам. Осылай елестетем. Күшті. Енді үміттенем. Иә. Табысты дейміз ғой? Иә. Табысты деген сөз бар қазір. Табысты адам. Иә. Табысты бизнес. Жалпы табысты деген сөзін естіген кезде қандай адамның образы, кейпі келеді саған? Қандай тұлғаның мүмкін? Махшарда амал дәптерін берген кезде бетінің көбісі дұрыс запистер бар адам. Табысты адам. По факту. Не. Қалған бәрі неудачниктер ғой. Қажет, оң қолына берген кітап. Бұл менің жеке субъективті ойым. Келісесіздер ме, келіспейсіздер ме, түсінесіздер ме, түсінбейсіздер ме, градиент бойынша мүмкін біреуге жоғары, мүмкін біреуге төмен. Мен жеке көзқарастарым сондай. Мысалы үшін там туыстарым бұны көріп махшар деген не деген сұрақ болуы мүмкін да. Ол жақсы ол қазір махшар деген не десе, значит ақтарады қазір махшар. Мен мысалы намазға келген, мен кітапты алдым, оқыдым бит. Намаз оқып үйренейік, көп кітап, о прикольно. Оқып отырмын, Миғраж, что такое Миғраж? Ютуб қалдым, Миғраж деп жаздым. 1 сағаттық, там Ерлан Ақытаевтың Миғраж туралы видеосын көрдім, о күшті. Давай дальше жалғастырайын, күшті Миғраж дегенді білем, сөйтіп намаз оқып үйрендім. Осы эфирде түсініксіз сөздер болса, жазып алыңыздар да зерттеңіздер. Себебі біз Нарикбек екеуміз өте қызық әңгімелер айтқан сияқты. Бұл адамдар бар ғой, тыңдаған кісілер. Customer Journey Map, Миғраж, махшар. бір-біріне келмейтін сөздер, амал дәптер. Жоқ, жазып алса күшті ғой.
бұл жерде енді бұл лояльность бар деп ойлаймын сізге эксперт ретінде сіздің шақырған адамдарыңызға и так далее. Мен бір керемет бір бәлемін демеймін, бірақ өзгеге тілер едім и относительно өзіме де тілер едім 10 жыл бұрындағы Ақсұлтанға қазір осы жерде отырғанына бір нәрсе өзгертіп онда сұрақ, келесі сұрақ мынандай, қандай елде, Қазақстан болмаса қай елде өмір сүреді, немесе қай қалада? Менде ой бар, Дубайға көшіп өмір сүріп көру деген ой бар. Және де Америкаға көшіп өмір сүріп көру деген ой бар. Америкада қай қала екенін білмеймін, Дубай қала. Вот, пока осы екеуі. Неге ол екі қала? Ол екі ел? Америка с точки зрения рынка, себебі кәсіп дегенді түсіне бастаған кезде ол нарық деген дүниені түсінесің да, жалпы. Мысалы үшін мен мына жерден қанша ОБТ-дан адам дайындағым келсе де жылына 120 мың, 140 мың адам ғана оқу бітіреді да. Менің ризығым предопределен уже. Да? Точно то же самое. Неге KFC Қазақстанға кірмейді деген сияқты. Семейге неге биыл кірді деген сияқты. Дәл сол сияқты маған Америка маркетинг жағынан, не жағынан қызық, көкжиек жағынан қызық. Сол жалпы. Одан кейін өзіңді нормальный чувак ретінде көрсетіп жүрсең, өзіңнің құндылықтарыңның дипломат, амбассадоры болып, дұрыс құндылықтарымыздың амбассадоры болып, красавчик болып жүрсек, в принципе, потенциально жақсы ғой. Потенциально мұсылмандар Америкада көп деп. Дубай, и так мұсылман елі, өзім үшін көшіп көргім келеді, бала шағам мектептерінде оқысын дегім келеді. Ағылшын тілін білсін дегім келеді. Мендегі ең главный минустардың бірі мысалы ағылшын тілін жетік білмеймін. Окей. Жүрім қашан GPT маған полностью аударып беретіндей, мынандай бір нәрсе шығады екен деп ше. Сол. Асылан, көп рахмет. Рахмет, брат. Шын айтқанда өте қызық болды, және де менің ойымша бүгінгі бұл тыңдаған подкасттан түйгендері, үйренгендері көп болды деп ойлаймын. Иә. Сол, саған жұмысыңа береке тілеймін. Және де байып кеткен адам, байып жүрген адам шынымен байып кетсін. Рахмет. Кемі қанша дедің? 2 миллион деді ме? 2 миллион табыңыздар сіздер, қарап отқан кісілер. Мына жақта. Қалғанын жинап бір нәрсеге инвестировать етеміз. 2 миллион ол дивиденд, дивиденд емес, там зарплата деп есептейміз. Одан көп табуға болады деген ой мейітсейді. А так 2 миллион тапсақ, біз тұлғалық даму жолына сапалы адам болу жолына бір социальный инжинирингқа әсер ететін сумма менің ойымша сол $5,000. И омен Голландияда өмір сүруге бола ма? Иә, болады. Значит, все. Зависит. Қалай, конечно. Қалай, әрине. $5,000 мынау көп жерде өмір сүруге болады. Рахмет. Давайте бүйтіп қалайық. Сіздерге көп рахмет. Ақсұлтан парақшасын жазыламыз. Оның парақшасын бәріңіз білесіздер менен артық, наверное. Сол бізге жазылыңыздар, бөлісіңіздер. Қысқа рилстар көп болады, оларды таратасыздар. Отправить дегеннен бәрін басасыздар. Сол, көп рахмет. Сіздердің нелеріңіз, былайша айтқан кезде қызметтеріңіз осы каналға жазылу болады. Қолыңнан келген бәрін істе дейді ғой. Егер де осындай бір идеялар, көзқарастар, инсайттар, қонақтар нетсін десеңіз, сіздердің қолдарыңыздан келетін. Бір кісі жазып қойыпты естімде. Нәрікби бауырым кешір, бірақ жазылмаймын деп. Көрем, бірақ жазылмаймын дейді.